қазір мүмкін тыңдап отқандар тағы мынау жаңағы ертегі айтып отыр ма дер. Бұл жерде Хадиша анамыздың пайғамбарымызға деген мейірімі, махаббатын айтқан кетті да. Рахман деп адамның атын қоюға болмайды деп. Бұл сондай ұлы аят, ғалымдар мына аятқа тамсанып өткен дейді. Бұл аяттың тұстарына көздерінен жас алып сәждеге жығылған дейді. Неге? Шүкіріміздің өзі шүкірге мұқтаж айтады ғой. Әдемі осылай айтқалы отыр еді. Адам неге өзін жалғыз сезінеді? Ол Аллах Тағаланың мейірімін сезінбегендіктен. Яғни ерсек не болады я Раббымыз? Юхбибукумуллах. Алла сүйеді, Алла махаббатын сыйлайды деп тұр. Жақсылықтың Раббысы болған Алла тек жақсылықпен ғана келеді. Жер бетіндегілердің барлығына мейірімділік танытыңдар. Алла да немесе аспандағылардың барлығы сендерді өз мейіріміне алады дейді. Сынақтан тез шығып кетудің жолы бар негізі. Құранда тұрды. Тек рахым аяттарын оқысаңыз, сіз уже жәннаттың төрінде тұрған сияқты сезім болады. Ал тозақ аяттарын оқитын болсаңыз, немесе Алланың азабы туралы оқитын болсаңыз, онда сіз тозақтан шықпай қалатын сияқты сезім болады. Дәл өткен аптаның жұма күні, дәл осындай күні мен өз-өзіме қол жұмсауға шешім қабылдаған едім дейді. Болды, сіз ұға беріңіз пайғамбардың хадисынан. Не нәрсе бар сізде? Аллах Тағаланың сізге деген махаббаты бар жүрегіңізде. Бүкіл жаратылысты оған бағындырып қойған адамды жалғыз тастай ма Алла? Ешқашан жалғыз тастамайды. Бірақ бір нәрсе бар. Бисмилля, альхамдулилля, уассалату вассалам аля расулилля. Ассаламу алейкум, Имани Вайб подкастының көрермендері. Подкастымыз белгілі бір себептермен үзіліп қалды, бірақ қайтадан бастап жатырмыз. Алихан ұстаз бар. Және де бүгін біздің қонағымыз белгілі ұстаздардың бірі Жомарт ұстазымыз, Жомарт Кешеев ұстазымыз, Нұр-Мубарак Египет Ислам мәдениеті университетінің ұстазы, докторанты. Қош келдіңіз ұстаз бүгінгі подкастымызға. Жалпы бүгінгі подкастымыздың тақырыбын сен жалғыз емессің деп тақырыбын бекіттік, қойдық. Осы тақырып аясында сөз өтетін боламыз, иншалла. Жалпы адам неге өз-өзін жалғыз сезінеді дегенге бір айтып өтсеңіз. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Алла разы болсын, өздеріңіздің керемет Имани Аура, Имани Вайб подкасттарыңызға шақырғандарыңыз үшін құрметтеп Алла разы болсын. Тақырып та керемет екен, сен жалғыз емессің. Шынымен де біз жалғыз қалатын жер жоқ. Өйткені күллі жерде Алланың назары бар, күллі жерде Алла Тағала білімі қамтылған. Сондықтан тақырыпты да өте күшті таңдаған екенсіздер. Алланың сәттілігі, сондықтан Аллахқа мақтаулар болсын. Енді адамның жалғыз сезіну деген мәселесін ғұламалардың сөзімен жауап берсек, әрине ғалымдар айтады, ал адам ол әркімнің басынан өтетін жағдай негізінде жалғызсырайды, адамдар одан бір алыстап жатқандай көрінеді, сосын ешкім оны бір менсінбей қойған сияқты көрінуі мүмкін, ол енді бұндай ойдың келуі, сосын әрі қарай шайтан да жұмыс істейді ғой, енді ойлар салады неше түрлі. Адамдар оны қабылдамай қойған сияқты, қоғамнан бір бөлініп қалған секілді. Сосын осындай күйге түсіріп тұрған негізінде Аллах Тағала ол жерде бір жақсылық қалап тұр. Тек сол жақсылықты түсінбеген кезде, әрі қарай оны түсінбесе, оны ұғынбаса, жаңа шайтан ой салып, тіпті сен енді қоғамға ешқандай керексізсің деп, мүлдем ең соңында Алла сақтасын жаман бір оқиғалармен аяқталуы мүмкін. Ол тарихта да, қазіргі уақытта да ондай оқиғалар жетеді. Бірақ жалғыз сұраудың, адамдардың бәрі теріс айналған секілді көрінудің сыры неде деген кезде, біз оны имани жақпен ашсақ, өздеріңіздің подкасттың тақырыбы секілді имани аурасын түсіндіре алсақ, ол ғалымдар айтады, бұл жерде Аллах Тағала өзімен ғана жеке қалуын қалады дейді. Ол жасады сенің айналаңдағы адамдардың сенен теріс айналған секілді күйге түсуі. Сені жалғыз ғана қалдыру себебі өзімен жеке қалсын деп тұр дейді. Егер осы сәтте осындай сезімді басынан өткеріп жатқан адамдар қазір бізді көрсе егерде, онда бірде мына нәрсені ұғынсын. Болды, бұл оған бір үлкен бір биік дәрежені сыйлағалы тұр. Ол қандай дәреже дегенде, Алланың махаббатына қарай есік ашылып жатыр. Алла өзіне қарай жақындатудың есігін ашып жатыр. Бұл жақсы ма, жаман ба? Әрине ең жақсы нәрсе осы ғой. Бүкіл ойлаңызшы, адам білім алған кезде, қаншама құлшылықтар жасаған кезде, Аллаға бір жақындасам деген ниеті тұрады ғой. Сол мақсаты тұрады, ойлаңыз, бұл үлкен. Ал сізге
ондай бір еңбек жасатпай-ақ өзі ашқалы тұр да есікті. Осыны түсініңіз де, онда осы берілетін басыңыздан өтіп жатқан сәт бұл азғантай ғана болады. Сол сәтті пайдаланып, Раббыңызбен жеке қалып, адамдардан оқшауланып, бөлмеңіздің есігін жауып, Раббым деп алақан жайып, сәждеге жығылып, жаңа пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам өзінің хадисінде сүйіншілегендей, құлдың Раббысына ең жақын болатын сәті сәждесі деді ғой. Сол сәттерде жаңа сәждеге жығылып, Раббым деп, ол бір намаздың сәждесі болу шарт емес. Кәдімгі жай ғана сәждені жасап, сосын Раббым деп, мен адамзаттың бәрін, айналамдағы адамдардың бәрін маған бір жатырқап көрсеттің, мені бір жалғыз қалғандай сезіндірдің маған, сен өзіңе қарай жақындатуды қалап жатырсың ғой деген дұғамен Аллаға қарай ұмтылатын болса, әлі ол кісі көреді, жалғызсырау деген сезімді алып тастап, жүрегіне басқа бір сезімді береді. Ал бұл салынған сезім қаншама танымал адамдардың ортасында отыра ма, жоқ жер бетіне күллі адамдар бұны келіп жақсы көріп қасына жинала ма, олардың ешқайсысы сыйлай алмайтын бір сезімді сол сәтте жүрегіне салады. Бұл сезімді ол одан кейін ешнәрсемен айырбастағысы келмейді. Білесіздер ме, ғалымдар тарихта роббани ғұламалардың қайсысын алып қарасақ та, олардың адамдардың ортасында болуына қарағанда жеке қалатын сәттері көп болған. Және соған үндеген, сол нәрсеге шақырған. Тіпті кешегі сахабалардың өзі, сол сахабалардың басында тұрған әділетті халифалардың өзі, күндізгі уақытта халифа болғаннан кейін халықтың ісімен босай алмаса да, түндерін сол Раббысымен жеке қалуға арнауға тырысқан, соған жүгірген, сол нәрсеге ұмтылған. Неге? Өйткені бұл сәттер басқа ешбір ләззатты сәттер сыйлай алмайтын ләззаттарды сыйлайды да, иншалла. Сондықтан бұның сыры осы да, ғалымдардың сөзімен айтқанда. Жалпы өзімізді жалғыз сезінген кезде енді адамның ең бірінші баратын адамы енді досы болады, анасы болады. Мысалы үшін кейбір енді досыңа барасың, өзіңнің уәжіңді айтасың, бірақ деймді, сен досыңа барған кезде сен ол сені тыңдауы мүмкін. Ол қандай дос? Оған да қарау керек. Егер сенің ол Алла ризалық үшін досың болатын болса, яғни ол сені тыңдап, сені тура жолға беттейді. Яғни Құранда Аллах Тағала келтірмей ме? Әстағфирулла. Ал-ахиллау яума идин ба'духум ли ба'дин аду иллал муттақин. Яғни қиямет қайым күні барлық достар бір-біріне жау болады, тек тақуалары ғана жау болмайды деп. Бұл жердегі тақуалары дегенде, яғни Алла ризалық үшін дос болған, яғни бір-біріне Алланы еске салып, жамандықтан тыйып, жақсылыққа шақыратын. Яғни, бірақ бұндай достардың өзі қазір енді сирек болып атуы мүмкін да, енді ниеттеріне қарай. Одан кейін аналарына барады. Енді ананың мейірімі ол жалғыз қалдырмауға, сол бір қиын сәтте көмектесуге тырыспай ма? Ананың. Сол осыны айтқым келгені ғой. Одан кейін Аллах Тағаланың мейірімі, мысалы үшін. Аллах Тағаланың мейірімі. Бұл оқшаулану деп айтып жатырмыз ғой бағана, жеке қалу немесе жалғыз сезіну. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі де оқшаулануды жақсы көрген. Жеке қалып, Алламен сырласып, байланысып, немесе бүкіл уайым қайғысын айтып, Пайғамбарымыз хадис келеді ғой, егер де пайғамбардың басына бір қиындық түсе қалса, бірден намазға жүгіретін немесе намазға асығатын дейді. Кім тікелей асығатын деп келеді. Сондықтан да бір жалғыз сезіну немесе жалғыз қалу ол негізі бір жаман дүние емес. Жаман дүние емес. Көп адам жалғыз, бірақ оның сезімі бөлек сияқты ойлаймын да. Мысалы Пайғамбар оқшауланды, жалғыз қалды, бірақ оның сезімі бөлек, өйткені ол Раббысымен жалғыз қалды да. Ал қазіргі мысалы жалғыз сырау дейміз ғой, ол мүлде бөлек сияқты да. Ол таппаған кезде. Сондықтан бір нәрсе толыққанды жаман деп айта алмаймыз да. Бір нәрсені, мына нәрсе толыққанды жаман деп үкім бере алмаймыз. Неге? Өйткені бізге сырт бейнесі жаман болып көрінгенімен, оның іш жағы біз үшін өзіңіз айтқандай хайырлы, жақсы болуы мүмкін да. Жаңағы бір мысалды келтіреді, үнемі. Мысалы жебені тартқан кезде де, оқты тартқан кезде бірінші ол артқа кетеді ғой дейді. Содан кейін барып алдыға ұшады. Тура сол сияқты сен де 2-3 қадам алдыға жылжуың үшін бір қадам артқа жүру керексің деген сияқты. Алла разы болсын. Енді тіпті сен жалғыз қалған кезде де, жалғыз өзің болған кезде де Алланың мейірімі, Алланың назары ешқашан сенен
үзілмейді. Әрдайым Алланың бақылауында, әрдайым Алланың мейірімі сенен үзілмейді. Сол Алланың жалпы жаратылысқа мейірімі туралы айтып кетсеңіз. Қазір маған мынандай бір ой келіп жатыр да. Бірінші сіздің оқшаулануға байланысты әдемі айттыңыз, пайғамбарымыз сүннетінен, пайғамбарымыздан оқшауланатын. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам пайғамбарлық келмей тұрып та оқшауланды Хира үңгірінде мысалға. Аллах тағала соны Бұхарида келген хадисте айтады, сүйгізілді дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға, сүйгізді оқшаулануды. Кейін өзі Құранда ля амрука деп Құранда жаңа пайғамбардың ғұмырымен ант ішеді ғой. Демек пайғамбар болғанға дейінгі ғұмырына да Алла тағала риза. Сондықтан Хирадағы оқшаулануын кейін пайғамбарлық келгеннен кейін ихтикаф, Рамазандағы ихтикаф. Сонда мынандай хадис келеді, пайғамбарымыз бір күні бір уақытта, бір жылда өзі 9 Рамазанды ораза ұстады ғой ол кісі. Сол 9 Рамазанның бірінде Шәуәлда да ихтикаф жасағандығы туралы. Сол кезде мен таңғалғам осы хадисті оқып, не үшін деген кезде дәл сол жылы пайғамбарымыздың мешітіне ихтикаф жасайтындар көбейіп кеткен. Пайғамбарымыздың дейді сол адамдардан оқшауланып мешіттің ішіне кірді ғой ихтикафқа. Енді адамдар көбейіп кеткендіктен пайғамбарымыз мешіттің ішінен шатыр тігіп алды дейді. Тек қана намаздарға шығатын дейді, сахабалар риуаят етіп жатыр осыны. Кейін дәл осы бір Рамазанда сонша адам көп болды, шатырдың өзі ол кісіге оқшаулануға жетпеді дейді да, сөйтіп айтты өткізіп болғаннан кейін Шәуәлдің тағы 10 күнін ихтикафта жасаған, ихтикаф секілді жалғыздаған, оқшауланған. Демек пайғамбарымыз бұл арқылы негізі бізге бір керемет бір нәрсені көрсетіп тұр. Адам баласы бәрібір жылына ең болмағанда бір рет ихтикаф деген сүннетті, өзі бекітілген сүннет қой, бұл сүннат муаккада. Бекітілген сүннеттің өзін жасасақ, біздің жан дүниемізге, жалпы кетіп бара жатқан тоқтаусыз өмірімізге тоқтап, бір артқа қарап, өзімен дүниеме не жинап жатырмын, ақиретіме не жинап жатыр, бір есептік сәт. Тіпті ол сіздің жалғызсырамасаңыз да өзіңіз қолмен осылай жасап алуға қажетті. Ол бекітілген сүннет деген өзі бізге жеткілікті білім ғой деймін да. Сондықтан осы нәрсе сіздің сөзіңізден ойыма келді. Сіз бір ой келіп жатқанса айтыңыз. Бағанағы сөздердің қолданылуын өзі таңғалдырады да. Бағанағы сіз айтқан хадис бар ғой. Ең бірінші уахи келген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға оқшаулану ұнатылды деп келеді. Хуббиба илайхил хала деп келеді. Оқшаулану. Ал пайғамбарлық кейін ол сөз иатикаф деген сөзге аударылған. Ол кезде хала деп айтылмайды да. Өйткені ол акафа укуф, ол бір нәрседен бас салмау, соның айналасына шықпау деген сөз да. Ал хала ол жай босау, оқшаулану. Сіз оқшауланыңыз, бірақ бір нәрсеге бет алып тұрған жоқсыз әлі. Өйткені ол пайғамбарлыққа дейін, ол басқа дін мушрик болмаса да, ханиф дінде болса да, әлі толыққанды Раббысын пайғамбарлықпен танымады. Одан кейін уже иатикаф деген сөздің қолданылуы қызық болды да. Сосын шығыстанушылар деп айтамыз ғой, батыстық исламды зерттеуші ғалымдар, ориенталистер осы сын айтады. Пайғамбарымыздың алғашқы өміріне немесе осы несіне оқшаулануына, иатикафына. Неге ислам немесе дін адамды қоғамнан бөлектеуге, оқшаулауға тырысады деп. Сол кезде Рамадан аль-Бути, Алла ол кісіні рахмет алсын, сөйтіп айтады. Сіз айтқан сөзді. Ислам, дін ешқашан адамды тек бір жерде оқшаулауға, мешітте қамап қоюға тырыспайды. Тек белгілі бір мерзімде ғана адам өзіне ойлануға, бағанағы тоқтап өз іс-әрекеттерін саралауға белгілі бір уақыт керек. Ол 24/7 уақытын немесе жылдың 365 күнін соған арнау емес. Ол белгілі бір мерзімдерде ғана дейді. Пайғамбардың өмірінен оны көрсең болады дейді. Ол жыл 12 ай тек қана мешітте отырып иатикаф жасамаған, бірақ міндетті түрде солай болған. Және сіз айтқандай сунна муаккада, және оның қасына қосып кифая деп айтады да. Өйткені егер сунна муаккада кифая деп айтады. Неге деген кезде елді мекен сол иатикафты жасамаса, ол сұраулы мүмкін сол сүннеттен. Ол қазір ойланып отырмын да, не үшін деген кезде мүмкін бағана ол да белгілі бір жақсы дүние ғой, оқшаулану, иатикаф. Егер сол бірде бір адам болмаса, онда ол жерде бір ғибадатқа берілген салиқалы, құдайшыл адам жоқ деген сияқты бір мағына шығатын сияқты да, сол елді мекенде.
бұған әдемі бір мысал бар негізі пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірінде. Белгілі бір сүннетті түгел үммет тәрк ететін болса, ол қиын жағдай негізі. Пайғамбарымыз, сүннет деген ол пайғамбардың әмірі ғой. Кешегі Ухуд шайқасында пайғамбардың бір ғана сүннеті тәрк етілген кезде Алла жеңісті бермей қойды. Түсіп келе жатқан періштелер түспей қойды. Сондықтан түгел бір қала, ауыл бір сүннетті түгел тәрк ету бұл жағдай қиын деген сөз. Сондықтан жаңағы ғалымдар оны кифая деп бекер айтып тұрған жоқ та. Жаңағы Алланың рахымына байланысты сұрап қалдыңыз ғой. Осы жерде де бір оқиға келіп жатыр да, ойыма. Мынау араб елдерінің бірінде, жаңа Қатар, Кувейт жақтарда, осыдан бірнеше жылдар бұрын Алланың жолындағы Аллаға шақыратын даи дейміз ғой. Мешіттің имамы, қызметкері даи кісі әрбір жұмада, мүмкін бұл оқиғаны естігендер де боласыздар, өздеріңіз оқыған да шығарсыздар кітаптардан, болған хақ оқиға ғой. Сонда сол кісі жұма күні таңертеңнен бастап, таң намазынан бастап ел халыққа бір кішкентай ғана кітапша таратқан. Бұл кітапшаның аты «Инналлаха юхиббук». Расымен де Алла сені сүйеді деген. Біз Алланың рахымына байланысты сұрағасын айтқан ойыма түсіп отқан ғой. Расында Алла сені сүйеді деген кітап тақырыпшасы осылай. Іші түгелдей сізді жалғыз қалып кетсеңіз де жер бетінде түгел адамзат сізден теріс айналса да, Раббыңыз ешқашан сізден мә уаддаъака раббука ва ма қала дегенде Духа сүресінде Аллах тағала сені тастап қоймады деп пайғамбар айтты. Ол ешбір адамзат тастамайды Алла. Сондықтан сондай бір мағынаны қамтыған жаңа кітап, кішкентай ғана кітапша осыны таратады екен. Бұл жылдар бой жалғасқан ғой, ойлаңызшы. Баласы есейген кезде, өзінің қасына еріп жүретіндей жаңағы имам кісінің, сол баласын ертіп жүріп осы кітап тарататын болған. Баласымен де бірнеше жыл таратқаннан кейін бір күні жұма күні Алла сондай бір сынақ жасайды. Қатты жаңбыр жауады. Бұл кісінің де жасы үлкейіп қалған уже. Содан жаңағы қатты жаңбыр жауып, соншалықты құйып тұр, далада бір жүру қиындаған, мүмкін емес. Әкесі айтады, бұл жұмада балам таратпаймыз дейді. Сонда баласы жылдар бойы әбден сіңген ғой қанға. Бұл Алланың сүйетіндігін жеткізу деген нәрсе өте үлкен нәрсе. Сіздердің де қолға алып жатқан нәрсеңіз негізі Алланың сөзін жеткізу, бұл үлкен іс негізі. Жер беті осылай жөнделеді негізінде. Сондықтан жаңа баланың санасына кіріп кеткен осы нәрсе. Әкетай дейді, сіз шықпасаңыз онда мен атқарам дейді бана. Сонда әкесі баласының ықыласын тыймайды, онда жақсылап қалыңырақ киін дейді. Болды. Сөйтіп жаңбырлы күні шығады, қолында бірнеше кітап, жаңбырдың астында ойлаңыз, құйып тұрған жаңбырда кітап таратып жүр. Әркімнің есігін қағады. Содан жаңағы ең соңында бір кітапша қалған. Жұмаға бару керек. Жаңбырдың астына тоңып қалған бала бір есікті барып ұрады, ашпайды. Сосын қатты ұрады, ашпайды. Үйінде ешкім жоқ шығар дейді да, теріс бұрылып кетіп бара жатып, жүрегі Аллах тағала жүрегіне салады, кері бұрылма дегендей, қайтадан бар дегендей. Көрдіңіз ба? Ана қайтадан есікке кері ұрып, қатты ұрып жатып, бір уақытта бір сылдыр естіледі. Адам бар екен. Бір кезде есікті сәл ғана ашады, үлкен әже. Содан жаңағы бала ана әжейді көріп қуанып кетеді да, расымен де Алла сізді сүйеді екен дейді. Ана кісі таң қалады, кітапты қолына береді, кетіп қалады, болды. Оның миссиясы кітапты беру. Кетіп қалып, ортада бір апта өтеді. Бір аптада өткеннен кейін, яғни келесі жұмасында жаңағы әкесінің мынандай бір сүннеті бар екен, былайша айтқанда, осындай әдеті. Жұмада уағыз жасап болғаннан кейін намаздың алдында, ал енді жамағатым, кімде сұрақ бар? Мешіт кішкентай ғана дейді. Әйелдерге бір матамен бөліп қойған екен артқы жақты, сол артқы жағында оқиды. Бізде де бар ғой, елімізде сондай мешіттер, кішкентай ғана, ауылды жердің мешіті. Содан матаның ар жағынан бір әйел кісінің, үлкен бір әжейдің дауысы шығады. Менде сұрақ бар дейді. Сіз мені бірақ танымайсыз дейді. Мен бір апта бұрын өзімді жер бетіне тасталған адам сезінген едім, тақырыпқа сәйкес. Жалғыз сезінген адам едім дейді. Мен тұрмысқа шыққаннан кейін күйеуім мені соншалықты еркелеткен, одан басқа адам маған керек болмаған дейді. Және бұл кісі мұсылман емес болған. Түсініңіз? Жаңағы Насара дінінде. Содан жаңағы кісі бұл күйеуім маған бүкіл адамзатқа татитындай еді дейді. Бүкіл жағдайымды жасады, мен оның қасында еркеледім, еш нәрсеге мұқтаж болмадым. Аллахтың, былайша айтқан кезде, әмір жетті да ажал келді, өлді.
И ол күйеуім өлген кезде мен жалғыз қалғандай сезіндім дейді. Бүкіл әлем менен теріс айналғандай болды дейді ғой. Жалғыз, еш нәрсе қызық емес дейді өмір маған. Сөйтіп осыған шыдай алмай дейді, осыған шыдай алмай, дәл өткен аптаның жұма күні, дәл осындай күні мен өз-өзіме қол жұмсауға шешім қабылдаған едім дейді. Жіпті іліп, есігімді қатты құлыптап, сосын жіппен мойныма алып келген кезімде есік ұрылды дейді. Сосын қимылдамай тұрдым дейді. Қимылдамай тұрдым, енді үйде ешкім жоқ екен деп ойласын дедім дейді. Есікті ұрды, сындырып жібере ма деп ойлап, сосын қой енді сындырып кірсе менің мына халімді көріп қояр деп, жіптің бәрін жинап, сосын жаймен түсіп бастаған кезімде есіктің ұру тоқтады дейді. Баланың теріс айналып кетіп баратқан кезі ғой. Сосын кетті-ау дедім да, қайтадан жіпті алып жатқанда қайтадан ұру басталды дейді. Қайтадан ұру басталды, ұрып жатыр, сосын қой енді мынау сындырар деп жинап, есікті ашып қалған кезімде алдымда кішкентай ғана бала жаңбыр құйып жатқан кезде сені Алла сүйеді деп айтты. Алла деген кім дедім дейді. Алла деген кім? Мені күйеуімнен басқа біреу де жер бетінде сүйе ма мені деп ойладым дейді. Сөйтіп ол маған қолыма бір кітапты берді, кітапшаны. Қарасам, расымен де Алла сені сүйеді деп тұр дейді. Түсіңіз бе? Бұл кім деп аша бастадым. Сол кезде күйеуімнен бұрын мені шынымен де сүйген, жақсы көрген біреудің бар екендігін түсіндім дейді. Ол менің жаратушым екен дейді. Ойлаңыз, Алла. Содан жаңа кітапты оқып көзіме жас келді. Ана арқанды үзіп тастадым дейді. Болды. Қайтадан өмірге құштарлығым оянды. Міне қазір сол жаңағы мешітке келіп отырмын қазір дейді. Жалғыз мешіт болып тұр ғой ауылындағы. Осы мешітке келіп отырмын. Не үшін білесің бе дейді. Исламды қабылдауым үшін дейді. Ашхаду ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммад расулулла деп калима шахадатпен сол жерде ана кісі ислам қабылдаған. Ойлаңыз, жалғыз Алла қалдырмайды. Яғни Алланың рахымын көрдіңіз бе? Субханалла. Осы жерде мына оқиға есіме түсіп тұр енді. Жаңа айттыңыздар ғой, пайғамбарымыз адамдардан оқшаулану үшін саллаллаху алейхи вассалам Хира үңгіріне баратын. Осы кезде жаңа ана кісі айтып тұр ғой, сіздің оқиғаңыздай. Мені күйеуім деп. Бұл жерде Хадиша анамыздың пайғамбарымызға деген мейірімі, махаббатын айтқым келіп тұр да. Субханалла. Хира үңгірі, өздеріңіз Меккеге барып көрдіңіздер, таулы аймақ. Қазір ғой туннель салып тастаған көлікпен. Бірақ ол кезде таулы аймақ. Күн ыстық. Пайғамбарымыз оқшаулану үшін баратын. Хадиша анамыз оның артынан не істейтін? Тамағын өзіне әкеп беретін тауға. Кейбір риуаяттарда көтерілетін дейді тіпті. Оған қазірдің өзі біздің өзіміз әрең көтеріліп жатамыз. Хадиша анамыздың махаббаты деймін. Алыс жерден тамағын пайғамбарымызға әкеп береді. Отырып, содан кейін қайтатын. Ол алыс жол. Күннің ыстығында тіпті әйел адамға машақат негізі. Одан кейінгі пайғамбарымызға вахи түсіріліп, үйге жүгіріп келген кезде, «Заммилуни, мені ораңдар» деген кезде орап бірден мейірімін көрсетіп, жалғыз емес екенін білдіріп, одан кейін айтады ғой, маған бір нәрсе көрінді деп, мені Алла жек көре ме деген сияқты. Сол кезде Хадиша анамыздың қолдауы. Жоқ дейді, сен адамдарға шыншылсың, сен жетімдерге көмектесесің, адамдарға көмектесесің, туыстық қарым-қатынасты сақтайсың. Сені Аллах тағала жек көруі мүмкін емес деп. Андай керек кезде айтылған сөз ғой, керек кезде айтылған сөздің құны, ол керек емес кезде қолдаудан қарағанда өте андай махаббат, мейірім. Пайғамбарымызға деген Хадиша анамыздың мейірімі, махаббаты және сіздің айтқан оқиғаңыз сияқты саллаллаху алейхи вассалам. Ла юхсик Аллаху абада дейді ғой. Ешқашан сен секілді тұлғаны қорламайды демейді. Аллаху акбар. Машалла. Сон Аллах тағаланың сен жалғыз емессің дегеннің біздегі мақсаты сол Аллах тағаланың құлдарына деген мейірімі ғой. Осы жерде Аллах тағаланың мейірімі тек адам өзі қалайтын жақсылықта ғана емес. Яғни адам мысалы үшін өзі жақсы қалап, мысалы үшін отбасының аман болуы, жақсы бір көлік алуы, үй алуы, оны Аллах тағаланың мейірімі деп қабылдап жатамыз. Бірақ саған сынақ келсе, ол нәрсе ол Аллах тағала сені жек көрді деген сөз емес. Дегім келген ғой. Өйткені пайғамбарымыз хадис бар ғой. Инналлаха, яғни өзінің құлын, жақсы көрген құлын сынайды дейді. Ибталаху, сынайды. Бұл жердегі сынауы Аллах тағала оның өзінің назарынан тастап қоймағаны, және сол Аллах тағала өзінің мейірімін білдірудегі ишарат дейді тұр да. Осы жерге бір нәрсе қосып кетсек, Аллах тағаланың мейірімі деген кезде мына нәрсені айтқым келеді. Алла
әлемдердің Раббысы. Ол әл-Құддус, кіршіксіз, мінсіз, пәк. Ол өте мәртебелі. Тағала Аллах дейміз ғой, өте биік мәртебелі. Оны ойлаңыз, 7 қат аспанның періштелері оны дәріптеген кезде пайғамбарымыз айтады ғой, алейхиссалату вассалам, бір періштелер бар, жаратылғаннан сәждеде жаратылғаннан сәждеге құлаған, сосын ол әлі де қазір де сәждеде жатыр, қияметке дейін көтермейді. Қияметте сәждеден басын көтергенде айтатын сөзі: субханака, мінсіз едің не деген Раббым, ма абаднака хаққа ибадатик, сенің мінсіздігіңе, сенің кіршіксіздігіңе, сенің ұлылығыңа лайықты деңгейде құлшылық ете алмадым деп айтады. Жаратылғаннан сәждеде, қияметке дейін сәждеде. Енді мына жерде айтқым келген мәселе, осындай ұлы Алла, бұл Алланы разы ету намазбен де, оразамен де, қажылықпен де, қандай амалмен де жасасақ та мүмкін емес нәрсе негізі. Бірақ Алланың рахымы сондай рахымды, күллі разылығын, махаббатын бір-ақ нәрсеге байлап қойған ғой. Ол аятта тұр. Аллах айтады: Аузу биллахи минаш раджим, «Қул ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни». Айты Мұхаммад алейхиссалату вассалам, егер құлдарым мені сүйдім деген сөздері рас болса, егер сүйдім десеңдер, сүйген болсаңдар, егер сүйсеңдер, қалай айналдырып алып келсеңіз, Алланы сүйдім десең, бірақ нәрсені жаса деп тұр. Фаттабиуни. Онда кешікпе, кідіріс жасама, маған еріңдер деп айт дейді. Яғни пайғамбарға еру алейхиссалату вассалам. Сосын, яғни ерсек не болады, я Раббымыз? Юхбибукумуллах. Алла сүйеді, Алла махаббатын сыйлайды деп тұр. Енді ойлаңыз, Алла кімге махаббатын сыйласа, онда анау бізге құдси хадисте пайғамбар ашып қойды емес пе? Мән адали уалиян деген жағы, азантуху бил харб, менің уәлиеме, досыма кімде-кім дұшпандық жасаса, онда мен оған қарсы әлемдердің Раббысы өзім соғыс ашам деген да. Ойлаңыз, сонда осындай дәрежеде Алланы сүю. Бұл хадистің соңын қарасаңыз, тіпті мен бір шешімді қабылдасам, онда ол шешімді өзгертуші де, оны тоқтатушы да жоқ. Көктер мен жерде оны еш нәрсе жоқ. Бірақ та мені тоқтататын шешімімді осы досымның көңілі дейді да. Ойлаңыз. Ла иляха иллаллах. Онда бұндай дәрежені қалай аламыз деген кезде Алланың рахымының өзін қараңыз. Пайғамбарға еру, осының өзін Құранда Аллах тағала сөйлеп түсіріп қоюының өзі, бір ұстаздарымыз айтады да, мына аят жазылған сияны көзіңе қарашығындай жағып алатын сия ғой дейді да мынау. Субханалла. Өйткені бұл сондай ұлы аят, ғалымдар мына аятқа тамсанып өткен дейді. Бұл аяттың тұстарына көздерінен жас алып сәждеге жығылған дейді да. Неге? Өйткені шынымен де мынау аят бізді құтқарды дейді. Неге? Алланы разы ету мүмкін емес еді дейді. Сонда разы етудің жолы біреу-ақ, ешқандай басқа қиындық қойған жоқ дейді. Просто тек елшіге ерші дейді да. Мен жіберген соңғы пайғамбарға ерші, Мұхаммед алейхиссалату вассаламға махаббатымды берем. Ең үлкен сыйлық қой, бірақ қасында бонустар бар да. Қандай? Ваяғфир лакум зунубакум, күнәларыңды түгел кешіреді. Субханалла. Сондықтан Аллах тағаланың рахымы бұл пайғамбарға еру арқылы жүзеге асатын нәрсе, және сол рахымы бұл ең үлкен сыйлығы. Осы пайғамбарға ерген кезде махаббатын сыйлай салайын деген мынау аят қой. Осының өзі Алланың рахымын көрсетуге жеткілікті ма деймін да. Субханалла. Бұл жаңа айтып отырмын ғой, сынақтағы мейірімі деп ше. Аллах тағала тек өзі жақсылықпен ғана мейірімін көрсетпейді, сынақпен де көрсетеді. Сол қалай болады жалпы негізі? Бағанағы жомарт сөзін айтқан періштелер туралы айтты ғой. Жаратылғаннан бастап қияметке дейін. Сол кезде елестетдім, қазір қатты әсерлендім да. Ол мынау болды. Кейбір ғалымдардың зікір алқалары болады ғой. Мысалы, ла иляха иллалланы айту, немесе бір белгілі бір кітаптарды оқу арқылы зікір етіп, Алланы еске алып, жүректі орнықтырып деген сияқты. Сол топпен айтқан кезде, бір жамағатпен айтқан кезде белгілі бір күш сыйлайды, рухани бір ләззат сыйлайды да. Енді қазір елестетіп тұрмын, бүкіл періштелер Алла елшісіне салауат айтқан кезде елестету жүрегіңді бір тербетіп жүретін сияқты болып сезім болды да. Сұрағыңызға келсек, бағанағы Алла тағаланың
кейбір сынақтарды беріп сол Алланың мейірімі екендігіне оған байланысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бірнеше хадистері бар. Бір хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кішкентай нәрестесін алып қойсам деп келеді. Мен құлымның кішкентай нәрестесін алатын болсам деп не айтып тұр? Неге? Өйткені Алла тағала өзі берді оны. Енді алатын да өзі. Және басқа хадисте көз жанарынан айырсам деп те келеді. Екі көз жанарынан айырсам, онда одан да құндысын, оған жәннатты беретіндігін айтқан сүйіншілеген хадистер бар да. Енді өзім осы жақында ғана осы көз жанарынан айырылған Зағип жанның бір видеосын көрдім да. 9-шы сыныпта Зағип боқ. Иә, Зағип боқ бір көзінен айырылған, одан кейін жүріп екінші көзіне өтіп, екінші көзінен де айырылған. Мектепте отыр. Иә. Сол кезде ол кісі айтады, бір жыл бойы үйден шықпай қалдым, барлық достарымменен теріс бұрылды дейді. Бір жыл бойы үйде болдым. Өйткені шығуға мүмкіндік жоқ. Жанында жетектеп жүретін адам жоқ. Ыңғайсыздық тудырды. Сол кезде ойлаймын да, мысалы, Алла тағаланың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам арқылы берген осы сүйіншілері болмағанда адамды құтқаратын еш нәрсе жоқ ол кезде. Өйткені көз жанарынан айыру ең үлкен нығметтердің бірі. Мына әлемдегі әсемдікті көру, Алланың нығметтерін тамашалау өте үлкен нығметтердің бірі ғой. Алла тағала сізден бір үлкен нығметті алып қоятын болса, ол сізге бір жамандық емес, немесе сізді бір жек көретіндігі емес, сізді бір тастап қойғандығы емес. Алла тағала сізді одан да үлкен нәрсеге дайындап тұр. Өзіңіз айтқанда ол жәннатқа дайындап тұр. Бірақ сіз сол сынақты қалай қабылдайтыныңызға байланысты. Сол кезде сіз күпірлік танытасыз ба, немесе сол сынақты қалай қарсы алатындығыңыз. Иннама сабру айнда садматил ула дейді. Алғашқы соққыда сіз қандай қандай іс-әрекет, қандай реакция білдірдіңіз, былайша айтқан кезде, қандай сөз шықты аузыңыздан. Көбінесе мысалы көлік жүргізесіз ғой, көлік жүргізгенде біреу қысып кетеді. Сол кезде өзім кейде ашуға беріліп кетесің да, анау қаның шауып кетеді. Содан кейін біраздан кейін болмашы нәрсе екен ғой дейсің. Немесе пассажир болып біреудің жанында отырсаң, біреу сөйтіп ашуланып жатқанын көрсең, неге болмашы нәрсеге ашуланып отыр деп ойлайсың да. Екінші көз арқылы кішкене басылғаннан кейін. Сондықтан да кез келген жамандық, кез келген сынақ, қандай да бір проблема болмасын, ол Алла тағала мейірімі. Оның артында біз білмейтін үлкен жақсылықтар, үлкен хайырлар жатыр. Сол себепті бір ғалымның айтқан сөзін білем. Неге Алла тағала бізге әр жұма сайын Каф сүресін оқуды айтты. Каф сүресін оқыса, ол Даджалдың фитнасынан сақтайды деген хадистер бар. Былайша айтқан кезде Каф сүресін оқу сүннет әр жұма сайын. Ол жерде не айтылады дейді. Ол жерде Муса мен Хидр алейхиссалам оқиғасы келеді. Ол оқиғаның барлығы, үш оқиғаның барлығында сыртқы көрініс алдамшы болып тұрады. Ең негізгісі ол ішкі жағы. Муса алейхиссалам оны түсінбейді. Демек нені білдіріп тұр? Муса алейхиссалам сыртқы бейнемен бір үкім шығарып, соны түсініп тұр. Ал Хидр алейхиссалам оның ішкі түпкі мақсадын түсініп тұр. Не істеп тұрғанын түсініп тұр. Ол Алла тарапынан келген екенін түсініп тұр да. Тура солай сенің өміріңде де сыртқы іс-әрекеттер болып жатыр. Сыртқы бейнесі бар, және оның ішкі мағынасы бар. Біз көп жағдайда осы сыртқы мағынасымен ғана қабылдаймыз. Кез келген бір оқиға болып қалса, оның біз сырт көзбен қараймыз, ал іш көзбен, оны көкірек көзмен қабылдай алмаймыз. Сондықтан әрбір оқиғаны көкірек көзмен қабылдауға шақырып жатыр дейді осы Каф сүресі. Мынандай бір сөзі келеді осыған қатысты. Фараббул хайри ла яти илля би хайр. Жақсылықтың Раббысы болған Алла тек жақсылықпен ғана келеді. Ол тіпті саған берген сынақпен болса да. Яғни жаңа Алихан сөз айтып отыр, яғни бұл Аллах тағаланың хикметі деп. Яғни осы нәрседе саған Аллах тағала сынақ берсе де, ол оның мейірімі және жақсылығы. Ол қалай? Ғалымдарымыз айтады, осы нәрседе сынау арқылы Аллах тағала мына үш нәрсені көздеуі мүмкін дейді. Біріншісі, ол оның дәрежесін көтеруі дейді. Осы сынақ арқылы ол егер сабыр етсе, дәрежесін көтереді. Не болмаса, осы сынақ арқылы сауап береді. Тіпті болмай жатса, сауап бермейді, дәрежесін көтереді. Тіпті болмаса күнәсін кешіреді. Яғни осылай сынақ беру арқылы. Сосын және
айтып өтті ғой Кахф сүресінде. Біз анау өзімізге келетін жақсы нығметтерге ғана үйреніп қалғанбыз. Яғни Аллах Тағаладан бір сынақ келе қалса, оны бір Аллах Тағала бізді ұнатпай қалған сияқты болып, өзімізді жалғыз сезініп, өзімізді бір түрлі сезініп қаламыз. Яғни осы тұста Хидр алейхиссалам мен Мұса алейхиссалам қиссасын айтқым келіп тұр ғой. Басында Мұса алейхиссаламды Аллах Тағала өзінің хикметімен Хидр алейхиссаламнан бір нәрсе үйренсін, түйсін деп жіберген кезде ең әуелі қайыққа отырады, кемеге отырады. Сөйтіп Хидр алейхиссалам оны тесіп тастайды. Мұса алейхиссалам шыдай алмайды. Соны ары қарай екінші қисса, бұл жерде жазықсыз бейкүнә баланы өлтіреді. Сырт көріністе. Сол кезде тағы да Мұса алейхиссалам шыдамай сөз сөйлеп қояды. Сол кезде Хидр алейхиссалам түсіндіргенде, мынау бірінші кемені тесу себебі, өйткені сол аймақта залым патша сондай бір қайықтарды тартып алады екен да. Сыртқы көзге қарағанда ол жаман болып көрінуі мүмкін, бірақ Хидр алейхиссалам оны тесіп, ол патша, яғни бұзылған кемелерді алмайды екен. Сөйтсе, онымен өтіп алып, оны жөндеп алуға болады ғой. Ол мүлік бәрібір өзіңде қалады. Бұл жақсылық. Өйткені сырт көзге жаман болып көрініп жатыр. Екінші баланы өлтіріп қою себебі сырт көзге ол бала ата-анасын тыңдамаған еді, және оны болашақта күпірлікке итермелеуі мүмкін еді. Сол себепті оның орнын жақсы бір баламен алмастырып, Аллах Тағала одан да жақсы бала берді де. Сырт көзге жаман болып көрінуі мүмкін, бірақ бұл Аллах Тағаланың мейірімі. Хидр алейхиссалам соны айтып жатыр Құранда. Бұл менің тарапымнан істеліп жатқан менің ісім емес, бұл Аллах Тағаланың хикметімен болып жатқан іс деп жатыр да. Осы сынақ мәселесіне тағы бір нәрсені қосып кетсек бола ма екен? Жалпы біз адам баласы негізінде белгілі бір нығметтерде жалғу деген бізде қасиет салынған бойымызға. Сондықтан егер де сынақты сәттері болмаса, біз нығметтердің қадірін түсінбейміз. Тіпті бізде жыл сайын келетін тұмау ауруының өзі бізге сау болып жүрудің нығметін түсіндіреді. Көзіміз бір сәтке дұрыс көрмей нашарлауы дұрыс көрудің нығметін түсіндіреді. Біз сол секілді белгілі бір уақыттарда мысалы қолымыз шығып кетуі мүмкін, аяғымыз шығып кетуі мүмкін. Бұл екі қолдың қадірін, екі аяқтың қадірін түсіндіреді. Қай нығмет болмасын, оның сынағы қасында еріп жүрсе, біз сол нығметтің шүкірлігін ұмытып бастаған кезде ереді ол негізі. Аллах Тағала айтады ғой, қандай да бір ауыл қаланың, енді қарекелер сіздер жақсырақ білесіздер, ол айтады, біз мағыналарын ғана айтып отырамыз. Қандай да бір ауыл қалаға берілген менің нығметім дейді, олардың басындағы баянды нығмет жалғаса береді, олар өздерін өзгертіп бастағанға дейін. Олар өздерін өзгертіп бастағанға дейін деген сөз шүкірсіздікке қарай өзгерткенге дейін. Шүкірсіздікке қарай қашан өзгерді, сол кезде бұл нығметтер өзгереді. Сонда пайғамбарымыз осы нәрсені бізден құтқарып қалу үшін сүннетінде бізге түсіндірді. Мәселен, әрбір таңда атырған кездеріңде адамда 360 буын болады. Ол әрбір буын, оның садақасы берілу керек. Әрбір альхамдулилля бір садақа, әрбір ла иляха илlallah садақа, әрбір жақсылыққа шақыру садақа, тіпті бауырының жүзіне күліп қарау садақа. Бірақ осының барлығын орнын толтыратын 2 ракаттық духа намазы, сәске намазы, жаңағы осының бәрін орнын толтырады деген, яғни буындардың садақасы. Егер де біз осы шүкірліктер жасап жүрген болсақ, қартайған кезімізде тіземіз қақсап, буынымыз ауырмайды. Бүгін менің тізем ауырып жүрсе, бүгін менің буындарым ауырып жүрсе, буын ауруларына шалдықсам, онда пайғамбардың осы қойып қойған, Алланың қойған заңдылықтары, мен оны орындамадым деген сөз. Көрдіңіз бе? Егер біз нығметтерге шүкірлік келсек, сынақтар бізге келмес еді. Бірақ та мүлдем сынақ келмей ма? Жоқ, келеді. Өйткені Аллах Тағаланың жер бетіне қойған заңдылықтары бар. Сол заңдылықты Құранда өз сөйлейді. Олар жаңа сунанулла дейміз ғой. Аллах Тағаланың заңдылықтары, сүннеттері. Ол қателеспесем Бақара сүресіне келу керек ау дейме? Жаңағы мынау аят бар ғой. Екі рет сендерді сынаймыз. Валанабилуаннакум бишейин деп айтады да. Шейин. Және бит қосып тұр жерге. Өте кішкентай ғана нәрсе емес та. Жаңағы аштықпен, қорқынышпен, мал дүниеңнен кішкене денсаулығынан алып, мал дүниеңнен алып деген нәрсем бәрі. Осы жерде осындай сынақ келген уақыттарда білу керек болған нәрсеміз инна лиллахи ва инна илайхи раджиун деген сөзді айтады дейді олар. Бұлар кімдер? Бұлар нағыз шыншылдар. Өйткені олар сабырмен қарсы алды. Қандай сынақ келген кезде де мен жаңағы Раббымдікімін. Менің қолым шығып кетті ма? Онда қолым да Раббымның берген нәрсесі, оның алуға хақысы бар. Мен ол қолдың нығметін түсінбедім. Мысалға, бір жерін ғана айта кетейік. Ибн Сина,
Алла ол кісіні разы болсын, ол кісіден рахымын алсын, ол кісіні медицинаның атасы ғой енді былайша айтқан кезде. Сонда Ибн Сина өзінің Кануну тибби, медицинаның заңдылықтары деген кітабы бар, қаншама том, бүгінге дейін бүкіл әлем ол кісінің кітабын оқып дәрігерлер қолданып келеді. Сонда соның ішінде мына жалғыз ғана тырнақтың ғана бір тырнақтың нығметін сөйлейді мысалға. Сол өзінің Канун тиб кітабында. Тырнақ болмаса егер, онда қолда күш болмайды. Бүкіл жұдырықтың қатты бір нәрсені ұстаудың күштің бәрі тырнақпен келеді. Өйткені тырнақ болмаса мына жерде қаттылық болмайды. Өзі жалпы тырнақ қатты секілді көрінгенмен бұл ең жұмсақ денедегі бөліктер болып саналады дененің, ойлаңыз. Сосын ең күш береді. Және бұл тырнақ тағы да 20-ға жуық па, 30-ға жуық па жаңағы пайдасын алып келеді ғой. Бұл ол кісінің Аллах Тағала ол кісі арқылы ашқан бір ғана тырнақтың нығметі. Енді Құранда Аллах Тағала не айтады? Ва ин таудду ниъматаллахи ла тухсуха. Негізі ниъматан деген сөз бірақ нығметті білдіреді. Неге ниъамилла деп айтпайды? Иә? Нығметтер деп көше. Жоқ, Аллах Тағала айтады, бір ғана берген нығметімнің өзін, соның жақсылықтарын санай бастасаңдар, ла тухсуха, жер бетіндегі математикаң таусылады деп тұрға болды. Осы аяттың тұсында бір математика сұрақ қойдым да, математикадағы ең соңғы шекті бір сан бар ма десем, жоқ дейді да. Енді ең үлкен сан десем, шексіздік дейді. Енді қараңыз, тырнақтың пайдаларын Ибн Сина тек санап бергені бір 20-30 ғана. Егер бұны тағы санай берсек те, Алла аша берсем дейді, мен шексіз кетеді. Бір тырнақ. Яғни бұл, неге сынақ келеді деп жатырмын? Яғни күллі нығметтің біз түгелдей оның шүкірлігін өтеп бере алмаймыз. Бір кірпік ше, шаш ше, ана тістің әрбір жағындай тармағында нерв клеткалары бар. Ал егер шаштың әрбір талында нерв клеткасы болса, әрбір шашымыз алдырған кезде онда наркоз беріп ұйықтауға тура келетін еді ғой. Осының бәрі нығмет емес па? Кірпігіңіз, қасыңыз, көздің жағындай жасаурап тұруы, көздің жасаураған кезде оның тұзды болуы, осының бәрі Алла нығметі. Олай болса біз шүкірлігін өтеп бере алмағаннан кейін Аллах Тағала бізді есімізге өзінікі екендігін түсіріп тұрады. Ал қорытындылап, мынау аятпен қорытындылаған келеді осы сұрақтың мәселесін. Жалпы сынақтың сәт не үшін беріледі деген кезде Аллах Құранда айтады: "Ва ахазнахум билбасаи вад-дарра". Біз шап бердік оларды, сынақпен шап берілді. Не нәрсемен? Бәс деген нәрсе ауыртпашылықтар, қиындықтар. Ғұламалар айтады, бәс негізінде соғысты жағдайларды айтады дейді. Бәс деген нәрсе. Енді соғыс болмаса да әртүрлі ауыртпашылықтар. Ал енді дарра зияндар, әртүрлі зияндар. Осындай күллі ауыртпашылықтар мен зияндарды адамзаттың басына түсіруіміздің себебі тек мынау ғана дейді. Сынақтан тез шығып кетудің жолы бар негізі. Құранда тұрды. Біз кейде сынақтан шығудың басқа жақтан іздеп жүреміз. Бір психологқа барамыз, бір коучқа барамыз, бір досыма барып жылап аламын, ол шешіп бере алмайды бәрібір. Аллада тұр шешімі, кілті. Түсіндіңіз бе? Сонда Алла айтады: "Лааллахум ятадарраун". Мүмкін олар тадарра деген нәрсе сынып тұрып жалбарыну ғой, көзіңнен жас кетіп, ешкім емес екенді, кішкентай екендігімді, Аллаху акбар екендігін сезіну ғой негізі. Аллаху акбар, Алла ең ұлы, акбар мин кулли шай. Күллі нәрседен ұлы, үлкен Алла. Осыны түсіну, мен кішкентаймын. Осыны мойындап, Алланың алдында сынсаң, сол ғана дейді да, шешім сол жерде тұр. Сосын тағы бір аятында жаңа қорытындыға ұсынып жатқаным ғой. Қателеспесем Хижр сүресінде екен келетін аят бар ғой. Былай деп айтады: "Валақада на'ламу аннака ядиқу садрука бима яқулун". Ей пайғамбар, ей мұсылман, жалпы өзің сенің қиындықтар кезінде біреулердің сөзімен, басқамен түрлі жағдай кеудеңнің қысылып тұрғанын біз білеміз. Жақсы білеміз. Олай болса не істейін? Фасаббих бихамди раббика. Сондай кезде сынақты сәттерде жүгірме ешқайда деп тұр Аллах Тағала. Мен сені жүгірту үшін сынаған жоқпын. Ақшамен қысылып жатсыз ба? Жүгірме ешбір байға, барма. Өйткені ең мұқтажсыздың құлысың ғой сен. Қайға баратсың? Өзі мұқтажға баратсың ба? Ойлаңыз да. Болмаса отбасымда проблем болып жатыр. Қайда баратсың жүгіріп? Кімнен шешім іздеп жатсың? Фасаббих бихамди раббика ва кун минас сажидин. Сәждеге жығылда, Раббыңды дәріпте, мақта, болды. Мен бердім басыңа. Мен алып тастаймын, менен басқа ешкім алып тастай алмайды оны. Ойлаңыз. Қашанға дейін осындай өмір сүруім керек? Уабуд раббака хатта яътиякал яқин. Сынақты сәттердің бәрінде осылай құлшылық қыл Раббыңа, саған өлім келгенге дейін.
Олай болса біз өмірдің заңдылығы сынақ деген суннатул иптила, сынақ заңдылығынан біз ешқашан ажырамаймыз. Ешбір адам баласы, пайғамбарлар сынақтың ең төрелерін, ең көкесін сезінген ол кісілер. Ал енді ең мықтылар, ең Аллаға сүйіктілер сынақтың ең үлкенін сезінсе, біз онда еш нәрсе айта алмаймыз. Сондықтан сынақ әрқайсымыздың басымыздан өтеді. Тек қана бұл сынақ, жаңа өздеріңіз айтқандай, бұл Алланың махаббаты, бізге әрбір нәрсенің нығметтің қадірін түсіндіреді. Және Аллах Тағала біздің даусымызды естігісі келіп тұр, және өзі шешіп береді ол мәселені. Өзіне қарай жақындататын ұлы есіктің алдына сізді алып келді ғой, сүйреп. Өзінің рахым деген есігінің алдына. Сен жалғыз емессің деп отыр ғой. Адам неге өзін жалғыз сезінеді? Ол Аллах Тағаланың мейірімін сезінбегендіктен. Ал Аллах Тағаланың мейірімін қалай сезінеміз? Аллах Тағаланың мейірімін осы нығметтерге шүкір ету арқылы сезінеміз де. Аллах Тағала өзі айтқан жоқ па Құранда? Ла ин шакартум ла азиданнакум. Егер шүкір етсеңдер, арттырамын. Бұл тек мейірімінде ғана емес, егер сіздің бір ісіңіз жүрмей жатса, қандай да бір бизнесіңіз жүрмей жатса, сіздің істеу керек болған нәрсеңіз берілген нығметтерге шүкір ету. Өйткені Аллах Тағала ла азиданнакум деп лам харфпен, таукидпен әкеліп тұрады, мен міндетті түрде арттырамын. Өте. Соны айтам да, қаншама нығметті алып жатырық, Аллах Тағаладан алып жатырық, оның өтемі қайда? Аллах Тағаланың тарапынан орындалу керек екен 5 парыз қайда? Оқылған намаздар қайда? Сауаптар қайда? Садақалар қайда? Оразалар қайда? Тек алушы ғана болып қалмау керек те. Аллах Тағалаға шүкір етіп, неге біз түнгі намазға тұрмасқа, неге Аллах Тағаланың амалдарын бір кемеліне жеткізіп орындамасқа, тек ала беру ғана емес те. Пайғамбарымыз айтады ғой, алған қолдан қарағанда берген қол қайырлы деп. Бірақ бұл жерде Аллах Тағала моз алмайсың да бәрібір. Аллах Тағала никак моз алмайсың. Шүкіріміздің өзі шүкірге мұқтаж айтады ғой. Әдемі, осыны айтқалы отыр еді. Ана Дәуіттің беді айтатын несі, осы сіздің айтып отқан оқиғаңыз есімнен шығып тұрғаны. Жаңа айтады ғой, Раббым, мен альхамдулилля десем сен берген нығметке. Альхамдулилля ол да нығмет. Ол шүкірлікті уәжіп етеді дейді. Сосын мен оған тағы да альхамдулилля десем, альхамдулилля айтқаным үшін. Ол тағы нығмет, ол тағы шүкірлікті. Осылай шексіздік демек, құтыла аламын ба? Құтыла аламын. Осының бәрінің орнын жауап беретін бір құлшылық бар екен. Ол сәжде. Яғни ол намаз. Кімде-кім намазды хақысын беріп орындаса дейді. Яғни намазға жығылса, мысалы біреу 60 жылдан кейін намазға келді, біреу 80 жылдан кейін намазға келді. Мысалға, сол шама жылдардың ортасында өткен бүкіл нығметтерге шүкірсіз деп жазылып жатса да, ең соңғы сағаттарында болсын намазға келіп сәждеге жығылса, алғашқы сәждемен артындағы күллі Алланың берген нығметтеріне шүкір етілді деп жазылады деген. Сол үшін ерекше бұл құлшылықты Алла миғражда, осы жақында ғана миғраж түні өтті ғой, мысалы халық сол сәттерде бір Раббысына намаз үшін шүкір етті әрбір мұсылман дегендей. Сонда сол намазды ортаға Жибрилді қоспай, ортаға періштені делдалды қоспай, өзі тікелей пайғамбарымызды миғражға көтеріп, сол намазды сыйлады. Неге? Өйткені күллі берген нығметтерінің шүкірлігі намазбен байланып тұр дейді. Аллаху акбар. Бұл ғұламалардың әрине ижтихаттары. Бағанағы Фатиха сүресінде басталады ғой, альхамдулиллахи роббил аламин деп. Барлық мақтау ол Аллаға тән деп келеді. Сөйтіп, неге Алла Тағала ахмадуллаха деп айтпаған еді? Мен жеке әр адам, мен Алла Тағаланы мадақтаймын, мақтаймын деп айтпаған. Неге деген кезде, өйткені біріншіден ол нақты мақтап, мақтамай тұрған белгісіз. Ол адам жүрегінде сенім белгісіз. Сондықтан сөзі мен жүрегіндегісі екеуі сәйкес болмай қалуы мүмкін дейді. Ал егер альхамдулилля десе, онда барлық жаратылыс мақтап тұр, мен мақтамасам да. Және дәл солай альхамдулилля деп айту ол бір мынаның мысалы сияқты. Егер бір адамға мен саған жақсылық жасадым ба деп айтатын болса, иә деп айтса, онда ол толық ақысын бермеді дейді ол адамның. Ал егер оған мен саған жақсылық жасадым ба деп айтқан кезде, барлық жаратылысқа сен жақсылық жасадың, немесе барлық жаратылыс саған рахмет айтады десе, онда ол толыққанды ақысын берді дейді бағанағы кісінің. Сол бағанағы дұғаға алып келдік, және Жомарт Сөздің жаңадан бастап жатқан жобасы бар. Сол жобасын сәттілік дейміз. Өзіме қатты ұнаған. Ол Алла Тағаланың көркем есім сипаттарын толыққанды ашу. Өйткені қазір Қазақстанда
немесе бана өзіңіз айтқандай әлемде ол ондай жобамен бастағандар, кітаптар да өте санаулы, әсіресе осы қазақ, орыс, түрік тілдерінде өте аз десек те болады, саусақпен санарлы. Сол жоба ол Алла тағаланың бірнеше көркем есімде сипаттары бар. Кейбір ғалымдар оны 300-ге дейін деп айтады. Кейбір ғалымдар біз Алланың есім сипаттарын біле алмаймыз деп айтады. Неге? Өйткені Алла тағала оны білуге біздің біліміміз жетпейді. Ол шексіздік. Бұл біздің білімімізге сай болатын, біздің түсінігіміздегі есім сипаттар ғана. Біз білмейтін қаншама есім сипаттар бар. Сол біздің тақырыбымызға арқау болып отқан осы рақымдылық, мейірімділікке қатысы Алла тағаланың бірнеше есім сипаттар бар. Сол есім сипаттар туралы айтып берсеңіз, мысалы Рахман деп жатамыз, Рахим деп айтамыз деген сияқты. Иншалла, Аллах тағаланың жаңағы есімдері Құран мен хадисте келгені әрине 99. Өз пайғамбарымыз сахих хадисінде бізге сүйіншілегендей, Алланың 99, 100 біреуі кем есімі бар. Кім оның мағынасын терең түсініп санап шығатын болса, жаттап мысалға, онда ол жәннатқа кірді деп сүйіншілеп қояды. Пайғамбарымыз бізді өте керемет сүйінші негізінде. Ал енді өзі тағы бір дұғасында ол жаңағы Аллахумма инни абдук ва ибну абдик деп басталатын дұға. Аллахым, мен сенің жаңағындай құлыңмын, құлыңның сенің құлың болғанның ұлымын, және сенің күң болған құлың болған ананың баласымын дегенде сөйтіп басталған дұғасының ішінде сенің есімдеріңмен сенен жалбарынып сұраймын, кітабыңда түсірген немесе белгілі бір құлдарыңа ашқан, яғни өзін айтып жатыр бұл жерде пайғамбарымыз, және өзіңнің қасыңда бізге ғайыптан ашпаған есімдерің арқылы деген сөз. Яғни пайғамбарымыз бізге түсіндірді, бізге Аллах тағала қалаған ашқан есімдері бар, ашпаған қаншама есімдер бар. Күллі кемел есімдер Аллах тағалаға тән. Сол есімдердің ішінде Аллахтың ерекше екі есімі Рахман және Рахим. Күллі сүрелердің басын осы есіммен бастайды. Бисмилля, Аллах, осы күллі есімдердің ең ұлысы Аллах деген есім. Ал енді сол Аллах есімінің қасына екі есімді басты, Рахман и Рахим. Рахман және Рахим. Рахман, пайғамбарымыз өзі түсіндіргендей, бұл дүниеде Рахман. Бүкіл жаратылысқа Рахман. Егер де Рахман, бүкіл жаратылысқа Рахман болмағанда, Алланы мойындамағандар сусыз қалар еді, ризықсыз қалар еді. Бұл дүние жаңағы өзі пайғамбарымыз басқа хадистерінде ашады ғой, көмекке шақырсақ болады хадисті. Адам бұл дүниенің Алланың қасында құны масаның қанатындай ғана болғанда еді, онда Алла өзін мойындамағандарға бір тамшы су да татырмай қоятын еді дегендей. Жоқ, Алла Рахман, бүгін бұл дүниеде бере береді. Ол оның рахымы, ауырса шифа береді. Ойлаңызшы, біреу Аллаға емес басқа бір тасқа сыйынып жатыр, бірақ Алла ол адам ауырса, ол бар тастан сұрап жатыр, бірақ сонда да соған шифа береді. Саған Бұхарида келген тағы бір хадис бар ғой, Алладан асқан сабырлы жоқ қой дейді. Асбара деп айтады да сол жерде хадис. Асбара, ең сабырлы Алла ғой дейді. Ол жағында оған дейді, біреу баласы бар деп айтып жатыр, біреу басқа нәрсеге теліп жатыр, оның серігі бар деп жатыр. Бірақ ол адам ауырса, Алла оған шифа береді, қарны ашса ризықтандырады, шөлдесе сусын береді. Өйткені ол Рахман. Рахман, біз Рахманның негізінде керек десек, мұсылман болып тұрып, Рахманның кейде беделін пайдалана алмаймыз. Ол өте беделді негізінде, бірақ есімінің өзі Алланың бүкіл жаратылысты сәждеге жыға салады негізі. Рахман. Қасыңызға, егер жүрегіңізде шынымен де Рахманға байланған тәуелсіздік болса жүрегіңізде, ешкімге тәуелді емессіз да, қасыңызға арыстан келсе де, Рахман деген есіммен ол болды жоламайды ол. Қазір мүмкін тыңдап отқандар тағы мынау жаңағы ертек айтып отыр ма дер. Табиғиндардың өміріне мысал беремін. Сахабалар тәрбиелеген табиғиндарда. Мынау Мысырдың Аль-Асқар университетінің ғалымдарының бірі керемет бір кітапты қалдырды. Жаңағы Муъминнің көркем мінезі деген жаңағы кітап бар. Сол көркем мінез кітабының ішінде өте сиққа дейміз ғой, өте сенімді жолмен табиғиндардың өмірін алып келеді. Сонда кәдімгі арыстанға отынды байлап
орманға барып отын шауып, соны арыстанның үстіне байлап алып келіп отын түсіріп, арыстан қайтадан орманға кетіп қалған сәттер болған. Және те жаңағы бір үлкен жорықтың кезінде де арыстанның дауысы шыққан кезде түгелдей бәрі қашып кетіп, қасындағылар намазда тұрған кісі жалғыз қалып қойған, арыстан қасына келіп сәл ғана тұрып басын иіп қасына жақындап, сосын қайттан кетіп қалады. Кейін жаңағы қасындағылар келіп сұрайды ғой, арыстан дауыс шыққанда бәріміз қаштық, неге намазың тастап қашпадың, денсаулық өмірің сонда? Жоқ дейді, мен де қорықтым дейді. Қорықпадың ба деп жатыр. Қорықтым, бірақ Алла көріп тұрған кезде, оның жаратушым көріп тұрған кезде, жаратылғаннан қорыққаныма ұялып кеттім дейді. Рахманнан ұялған. Сол кезде Аллах Тағала Рахман ана арыстанның өзін жүрегін бағындыра салып тұр ғой. Күллі нәрсе оныкі. Жаңа Құранда келеді, саххара лакум ма фис самауати ва ма фил арди. Қызығы саххара лакум ман фис самауати деп айтпайды. Ма фис самауати. Ол мән десе тек жаны бар нәрселерді айтады. Мә деген жанды да жансызды да қамтиды. Көктегі түгел нәрсені, жердегі түгел нәрсені сендерге бағындырғам. Неге? Өйткені ерекше менің халифа етіп жаратқан құлымсыңдар ғой деп тұр ғой. Рахман, көрдіңіз? Бедел қандай да. Сондықтан бұл беделді Рахман жердің бетіне күллі жаратылысқа бүгін мына дүниеде, сынақ әлемінде дүниенің Алланың қасында масаның қанатындай қадірі болмағандықтан бәріне рахымда. Бірақ қасында ерекше бір есімді қосты, Рахим. Ол тек қана Адам алейхиссаламнан бастап ең соңғы пайғамбар Мұхаммед алейхиссаламға дейінгі бүкіл пайғамбарлардың қасына ерген күллі мұсылманға қиямет күні ерекше рахымды болады. Ерекше, хас дейміз ғой, жеке, дара Алланың рахымды. Бұл Рахим. Сондықтан бүгін біз Алла Тағаланың рахымын көргіміз келсе, онда айналамызда күллі адам ба, жын ба, көзіміз көріп тұрғандардың өзіне қарайықшы, жаратылыстардың күллісі. Мысалға, мынандай бір күні пайғамбарымыз дұға жасайды. Я Аллах Тағалам, бұғасты ризық беруші Аллахым дейді. Бұғас. Бұғас деген нәрсе, бұл қарғаның баласын араб тілінде бұғас деп атайды. Қарғаның. Неге бұғас? Неге оған ризық беруші деп неге ерекше атайды? Бүкіл жаратылысқа ризық бермей ме? Өйткені қарғаның баласы жұмыртқадан шығып дүниеге келген кезде ол әппақ болады. Қарға анасы өзінің баласын танымай, бұл менің балам емес деп, оған ризық бермей қояды. Жұмыртқадан енді шықты, көзі ашылмаған, ешкім анасының өзі ризықсыз қалдырғанда, осы бұғасқа Алла жәндіктерді жібереді екен. Сен жалғыз емес. Иә, Алла бұғастың ризықтандырған Алла маған да ризық берші деп пайғамбар әдейі дұға сұратып жатыр. Неге бұғасты келтірді? Бізге бір ғылыми үлкен бір нәрсені алып келді. Жаңалық үлкен бір тақырыпты алып келді. Қарға. Сосын ол біраз уақыт өсіп, қанаттары, жүндері өзгеріп, қарайған кезде барып анасы танып, сол кезде ризық әкеле бастайды. Оғанға дейін кім асырады? Алла. Жалғыз қалдырды ма? Жалғыз қалдырған жоқ. Бұғастың өзін, қарғаның баласының өзін жалғыз қалдырмаған Алланың рахымы ерекше беріп, мән беріп, құрметке бөліп, «Уалақад каррамна бани Адам», біз адам баласын нақты құрметке бөледік деп Құранда өзі нақты айтып тұр ғой. Онда құрметпен жаратылған адамды, бүкіл жаратылысты оған бағындырып қойған адамды жалғыз тастай ма Алла? Ешқашан жалғыз тастамайды. Ананың құрсағында алғашқы нутфа су болып барып, алақаға айналып, ілініп қана тұрған кезде, өте кішкентай ғана, бір бұршақтай ғана нәрсе ілініп тұрды. Осы кезде тастамаған Алла кейін тастай ма? Бірақ бір нәрсе бар. Білесіз ба, осы ой келсе санама, тітіркеніп кетем. Не нәрсе? Алла бізге жан беріп, адам қылып жаратты ғой. Енді бізде сенейік, сенбейік, қалайық, қаламайық. Яғни Аллаға сенбейтіндер сенбей жүр. Біреулер өздерінікін ойындағысын жасап жүр. Жасай берсін. Бірақ адам болып жаралғаннан кейін ішкі жан дүниемді өртеп жіберетін нәрсе бізде екі ақ жерге барып тоқтаймыз болды. Не жәннат, не тозақ. Ортасы жоқ. Ойлаңыз. Алланың рахымын бүгін сезініп, ертең рахымды болу үшін бүгін оған сынып, жалбарынып, сынағының өзін махаббатпен қарсы алып, өйткені ол махаббатпен беріп жатыр негізі ол сынақты. Абай атамыз айтады ғой, махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жанынан тәтті. Осы Алланы бүгін танып, бүгін құтылудың жолын ойлап алмасақ, болды. Біз қалай қашып кетеміз десек те құтыла алмаймыз. Екі жолдың бірі ғана болады. Сондықтан Омар радиаллаху анху
халифа кезінде бір күні түнгі намазда тұрып фарикун фил жанна ва фарикун фис саир деген аят бар ғой. Сол аяттың тұсында тоқтап қалады, қайтадан оқиды, тоқтап қалады, өте алмай тұр ғой әрі қарай, қайтадан оқиды, сол кезде жылап жібереді. Сонда ол кісінің қасындағы балалар айтады, әкеміз осымен таңға дейін тұрды. Сосын таңертеңгісін неге бұл аят жылатты деп сұрағанда, Алла айтты ғой дейді, бір топ жәннатта, бір топ тозақта. Мен қайсы топтың ішінде екенмін, Раббым деген ой келіп еді, сол мені жылатты дейді. Түсіндіңіз ба? Сонда күллі бәріміз осыны тыңдап отырған әрқайсысы жер бетіне ананың құрсағында жан беріліп, сол ананың құрсағында шетінеп кетсе де, ол екі-ақ жерге барып тоқтайды болды. Ол тоқтауды Алла біледі. Кім қайда барып тоқтайды? Сондықтан біз осы жаңа өздеріңіз айтқандай Алла шексіз рахымды болып тұрған кезде сол рахымнан пайдаланып Алланың разылығына жетіп алуымыз керек. Өйткені бұл дүние бұл амалдар дүниесі, ал ақирет есеп дүниесі. Ол жақта амал жоқ, ғұламалардың сөз айтқанда. Иншалла. Анау жаңа сіз ар-рахим, ар-рахман, ар-рахим деп қозғадық қой. Бұл жерде Аллах Тағала неге ар-рахман сөзін қолданып тұрды, бірақ аршпен бірге. Неге Алла емес, неге Малик емес, неге басқа есімдер емес, неге именно ар-рахман сөзін қолданып тұр дегенде, бұл жерде былай келтіріп тұрды. 7 қабат аспан мен күрсиді білеміз, күрси бар ғой, 7 қабат аспан мен күрсиді салыстырғанда дейді, 7 қабат аспан сахараға тасталған жүзік тәріздес дейді. Сол сияқты күрси аршпен салыстырғанда сахараға тасталған жүзік сияқты дейді. Ал Алла Тағала жаратқан ең үлкен жаратылыс арш қой дейді. Оны адам миымен ойлап қанша үлкендігін таба алмайды дейді. Өйткені ол үлкен жаратылыс, оның үлкендігі Аллаға ғана мәлім. Осы тұста жаңағы Рахман, ар-рахман деген есімінің мейірімінің көлемі арш сахараға тасталған жүзік тәріздес дейді. Аллах Тағала мейірімін салыстырғанда. Осындай нәрсе келтіреді. Аллах Тағаланың өзінің Құрандағы өзі мейірімін қалай көрсету керек екенін жолын көрсетіп тұр ғой. Бедел ғой, мейірім, бедел, арштың өзін бағындырып тастап жатыр ғой Алла. Анау Құранда аят бар ғой, тура сол сияқты қулидуаллаха ауидуар-рахман деп келеді. Аллаға дұға етіңдер, шақырыңдар, немесе Рахманды шақырыңдар. То есть ғалымдардың айту бойынша Рахман деп адамның атын қоюға болмайды деп айтады. Неге? Өйткені Рахман ол тек Аллаға тән деп айтады. Алланың ғана есімі деп айтады. Сосын ал Рахим оны басқаларды онымен атауға болады деп айтады. Рахман тек Аллаға тән дейді. Алла деген есім қалай Аллаға тән болса, Рахман да тек Аллаға тән дейді. Содан кейін мынандай бір сұрақ қояды. Бізде мысалы бисмиллахир-рахманир-рахим немесе ар-рахманир-рахим Фатиха сүресінде де бірнеше рет айтылады. Осы екеуі қатар жүреді. Сосын екеуінің бағанағы айырмашылығын зерттейді. Ар-рахман бағана айтқанда тек Аллаға тән болатын болса, ар-рахим басқаларға да аталуға болады. Демек ар-рахманның енді бір есімнен жоғары деп айта алмаймыз, бірақ біздің түсінігімізде осы қағидаға сәйкес Рахманның несі биіктеу болып тұр. Сол кезде былай айтады. Неге Алла Тағалаға, мысалы Рахман ол тек Аллаға тән ғой. Мынандай сұрақ қойды. Бір кісіге барып былай сұраған. Үлкен шенді кісілерге. Мен саған бір кішігірім бір өтінішпен келіп тұрмын деп айтқан ғой. Сөйтсе ол кісі айтқан екен, кішігірім өтінішіңді кішіден сұрай салмадың ба, бір кішкентай адам тауа алмадың ба, маған неге келіп тұрсың деп айтып тұрды. Алла Тағаланы айтқысы келіп тұрған мынау дейді. Ар-рахманир-рахим, Алла Тағала үлкен істердің барлығын сұраймыз деп тек қана Рахманды қойып қойсақ, ал кіші істерімізді ше деген кезде кіші істеріңді де сұра, өйткені ол Рахим дейді. Тек үлкен істерді сұралып, кіші істерді сұраудан ұялып жүрсең, жоқ, олай етпе. Алла Тағала сонымен қоса Рахим дейді да. Рахманмен қоса Рахимді қатар айтып тұр дейді. Тіпті Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады ғой, анау аяқ киімнің бауына дейін сұра дейді ғой. Кіші істеріңе дейін сұра дейді. Соны меңзеп тұр дейді. Сол тағы да бір қызықтырған мәселе ол, бағана сіз айтқандай, Алла Тағала адамды осы жаңағы кішкентай жатырда бір тамшы судан үлкен адамға айналдырады. Тіпті тарихта орын қалатындай үлкен із қалдыратындай халифа етіп жаратқан Алла Тағала бір тамшы судан жаратқан.
осы тақырыпқа арқау болып отқан мейірім, рахым сөзі, рахман және рахим сөздері екеуі де бана рахима, мейірімге бөлу деген етістен туындайды. Ал оның түбірін зерттесек, ол рахим деген сөзден шығады. Рахим ол ананың жатырын айтады, рахим. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзінің құдси хадисінде мен өзімнің есімімді деп айтады тағы да, рахман рахим. Осы сөзден алдым дейді. Былайша айтқанда түбірі осы сөзден алынған. Сөйтіп мен ойландым, неге байланыс, мысалы туыстық қарым-қатынасы силатур рахим деп айтамыз. Туыстық қатынас деп. Сосын менде ой туындады, неге жатырмен не қатысы бар? Алла тағаланың осы есімдері, ұлы есімдер. Сөйтіп ойланған кезде ғалымдардың зерттеу бойынша адамның ең қауіпсіз сезінетін, ең қауіпсіз болатын кезі ол ананың жатырында болатын кез. Ол барлық қажеттіліктерін, ол барлық мұқтаждықтарын барлығы өтеледі. Оның суы да, тамағы да барлығы Алла тәрбиелейді жатырда жатқан кезде. Осы жерде мен айта кетсем, және айтып отыр ғой, жатырда, Алихан Сұлтан айтады, жатырда қауіпсіз сезінеді деп. Осы нәрседе мына нәрсені жаңа айтып отыр ғой, пайғамбарымыз жетіп барғанда зәммилуни барлығымыз кішкентай кезімізде пайғамбарымызды бүйтіп жамылып, бүйтіп бүркеліп қалды ғой. Өйткені бұл біздің табиғатымыздан бар да, өйткені біз жатырда өзімізді қауіпсіз осылай сезінгендіктен біз ана кішкентай кезде түннен қорқып кеткен кезде біз көрпені жамылып деп жататын едік қой. Кішкентай баланы бағанағы тыныштандыру үшін не істейді ғой, жаңағы ананың жатырында да сәжденің бейнесінде жатады ғой. Субханалла. Сөйтіп ананың жатырында болған кезде ең қауіпсіз сезінетін кез екен. Енді жалпы рахма деген сөзге имам Ғазали мынандай бір анықтама береді екен. Рахма деген ол риққатун фил қалб деп айтады екен. Жүректегі бір жұмсақтық. Бірақ онымен шектелмейді. Тақтадил ихсан. Ары қарай ол ихсанға, жақсылыққа ұласқан, соған итермелейтін жүректегі бір жұмсақтық деп айтады екен. Сөйтіп ары қарай зерттейтін болсақ, жүректе мысалы біз кейде мысалы мына кісіні аядым деп айтамыз ғой. Аяу ол мейірімнен бөлек екен. Аяу ары қарай бір сізде жүрегіңізде елжіреу болды, бірақ ары қарай іс-әрекетке ұласпады. Ол сіз аядыңыз, мүсіркедіңіз болды. Ал мейірім қашан болады? Егер ол іс-әрекетпен, сөзбен, ниетпен ары қарай ұласатын болса, онда ол мейірім, рахмаға айналады екен. Сөйтіп адам мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мынандай керемет хадисі бар. Ат-тасалсул бил аувалия деген шатаспасам, солай айтылады. Бағанағы мусальсал хадистер бар ғой. Ғалымдар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кезінен келе жатқан сондай үрдіс. Мысалы пайғамбар былай етіп бастады, жымиды деген сөзді сахабалардың жерге табииндер ары қарай жете береді. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл мухаддистердің арасында, хадис ғалымдарының арасында кең тараған хадис ар-рахимуна ярхамухумур рахман деп басылатын. Рақымдылар оларды, рахман оларды мейіріміне алады дейді. Ирхаму ман фил арди ярхамукум, немесе ярхамкум ман фис сама. Жер бетіндегілердің барлығына мейірімділік танытыңдар, Алла да немесе аспандағылардың барлығы сендерді өз мейіріміне алады дейді. Сөйтіп адамның мейіріміне қарайтын болсақ, бағана айттық, риққатун фил қалб дедік. Адамның жүрегіндегі бір нәзіктік, жұмсақтық. Біреуге қарайсыз, жұмсақтығыңыз, мейіріміңіз артады, жақсылық жасайсыз. Сосын ғалымдар айтады, неге ол жақсылық жасады? Неге ол мейірім танытты, жақсылық жасады деген кезде, өйткені оның жүрегі езілді дейді. Жүрегі езілді. Ол сол жүрегінің езілгендігі себепті жақсылық жасап тұр. Демек, мейірімділік танытып отыр не үшін? Өзі үшін дейді. Өзі үшін. Неге? Өйткені жүрегіндегі езілгенді кетіру керек ол. Жүрегіндегі бір жақсылықпен кетірген кезде адам жүрегі рахаттанып тыныштық табады. Ал Алла тағалаға жүрегіндегі жұмсақтық деген қолданылмайды деп айтады. Жүрегінде жұмсақтық жоқ. Ол нені біледі? Алла тағала күй, хәл, эмоция дегендер жүрмейді. Алла тағала бір хәлде. Пәк ондай сипаттар. Өйткені ол кемшілік сипаттар, әртүрлі өзгеру. Енді айтады, демек Алла тағаланың мейірімділігі ондай жұмсақтықтан емес, адамдардікі сияқты. Сондықтан Алла тағала сен оған былайша айтқан кезде адамдардың жұмсақтығы, мейірімділігі ол өзінің әлсіздігі себепті болды, ал Алла тағаланың мейірімділігі ол әлсіздік себепті емес.
ол ұлылық себеп болып тұр. Сондықтан да Алла тағала үнемі осы екі сипатын бірге айтып отыр дейді. Ар-Рахман, бисмиллахир-рахманир-рахим деген сияқты. Және осы бағанағы ар-рахимуна ярхамухумур-рахман деген хадис ғұламалары ең бірінші кездескен кездегі айтылатын хадис дейді. Ол сол силсиласы бар, тізбегі осылай кеткен. Мысалы ең бірінші хадис оқиын деп тұрған болса, ең бірінші осы хадис айтылу керек дейді. Неге? Өйткені ұстаз бен шәкірттің арасындағы мейірімділікті ояту үшін дейді. Шәкірт те ұстазға мейірім көзбен қарасын, мазасын алмасын, қиындық тудырмасын. Дәл солай ұстаз да шәкіртке тура сондай мейірім көзбен қарасын, мейірімділікпен қарасын деп айтады екен. Осы жерге бір нені қоса кетсек, Аллах тағала бір аяттың Құранның ішінде бір тұсында былай деп айтады: «Зур-рахма». Зу иесі. Ол рахымдылықтың иесі. Мынау рахымды болу деген бар. Рахымдың иесі болу бөлек нәрсе ғой негізі. Сондықтан түгел рахымдылықты ол басқарады. Ол басқарады. Сондықтан кімге қаласа рахымды болады. Кімге қаласа рахымды болады. Сосын көрермендеріңіз тараптан бір ой туындап қалуы мүмкін. Сондықтан астын сызып айтқым келіп тұр. Алланың рахымы деген кезде тек қана жақсылықтарды еске алмауымыз керек. Оның тыйымдары да рахымы. Өйткені әрбір тыйымының астында оның рахымы жатыр негізі. Бірақ сырт бейнесі нәпсіге ұнамайды. Бір шектеу секілді көрінеді. Бірақ ол түгелдей бізге пайда, оның мейірімі, рахымы. Демек олай болса, түгел ислам шариғатын оның рахымы деп айтсақ болады. Түгел Құранды оның рахымы деп айтсақ болады. Пайғамбар да түгелдей ғұмыры рахымдылық үшін жіберілген. Өйткені сондай аят бар: «Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин». Ойлаңыз, инс деген жоқ қой, лил аламин. Пайғамбардың жіберілуінің өзі күллі әлемдерге рахметінде. Енді қараңыз, бағанағы сөздің басындағы нәрсеге қайтып келеміз. Сіздің басындағы, подкасттың басындағы: пайғамбарымыз күллі жаратылыстарға рахметінде жіберілген. Олай болса, бізге бір үндеу бар негізі. Ана аяттың артында бір үндеу бар. Ол қандай үндеу десек, пайғамбар алейхиссалату вассаламның үмметі де күллі адамға ғана емес, күллі жаратылысқа рахымды болу керек. Осыны терең түсінген біздің бабаларымызда тіпті ағаштың өзінде бір тал кессең, 10 тал ек деген ар жағында негізі табиғатқа рахымдылық. Көкті жұлма, көктей соласың деген табиғатқа рахымдылық. Ойлаңыз, күллі нәрсенің артында рахымдылық жатты ғой негізінде. Сондықтан Алла зур-рахма, рахымдылықтың иесі. Ол иесі болса, ол қалай қарай рахымдылығын төгу керек өзі біледі. Ал енді хадисте тағы да Аллах тағала рахымдылықты 100-ге бөлді деп айтады. Соның бір ғана бөлігін жер бетіне түсірді, 99-ын өзінің қасында алып қалды дейді. Бір ғана бөлігімен күллі жаратылыс басталғаннан қияметке дейінгі бүкіл жаратылыс, бағанағы қарға да өзінің баласына рахымдылық көрсетсе, әрбір дүниеге келген ана баласына рахымдылық көрсетсе, әке баласына рахымдылық көрсетсе, бала әкесіне, анасына бүкіл жаратылыс бір-біріне жасап жатқан рахымдылығы қияметке дейін осы бір-ақ пайыздың ішінде тұр. Ал Алла қиямет орнаған кезде дейді, жаңағы жер бетіне түсірген рахымдылықтың 1%-ын түгел жинап алып, 99-ға қайтып қосады да дейді, өзінің 100%, яғни мынау өз рахымдылық деген иесі деген сөзбен байланыстырып айтып жатырмын. Алла тағалаға пайыздап мысал бермейміз, Алла одан сақтасын. Хадисте қалай келді? Сол мағынада 100 бөлігін түгел алып, сонымен рахымдылық жасайды дейді. Сонда біз Рахманның рахымдылығын әлі тани алмаймыз. Оны пайғамбар және Аллах тағала өзі айтқандай, тек солай ғана танимыз да. Енді қараңыз, тозаққа түсіп кеткендердің өзіне ең соңында пайғамбарлар шафағат етіп болғасын, періштелер шафағат етіп болғасын, тақуалар шафағат етіп болғасын, ең соңынан енді Рахманның шафағаты, рахымы басталады тозақтықтарға. Сонда тозақтан өте үлкен көлемдегі тозақтықтар шығарылып жәннатқа кіреді. Оларда ғутақа ур-рахман деген, Рахманның азат ете салғандары деген жаңа ашейниктар болады деген. Кейін өйткені жаңа жәннаттықтар бұл тозақтықтарға қарап айтады екен: мыналар Рахманның азат ете салғандары ғой, ешқандай жақсылығы болмаған ғой. Түсінесіз бе? Олар осы күйге өздерінің белгілі бір мерзімін өтейді да, бір жақсылық болмаған, бір жақсылық
бірақ рахманның рахымын көрдіңіз ба? Біз танымайтындай рахымдылық қой мынау. Бұл миға, ақылға сыя алмай қалатын ол нәрсе. Біз тек иманмен көтереміз бұл тақырыпты, ойлаңыз да. Сонда жаңа олардың сондай бір сәтке бірнеше уақытқа ұстайды, сосын олардың санасына Аллах тағала алып қойған сөзді салады дейді. Ол қайсы? Раббым, мына сөзді алып тасташы бізден деген. Жәннаттың ішінде. Сол дұғаны жасаған кезінде жаңағы нәрселер жоқ болып кетеді, болды. Енді жәннаттықтар кім қайсы ажырата алмайды. Неге? Күлісі бір әдемі бейнеде, күлісі ешкім еш нәрсені ажыратпайды. Сондықтан рахманның рахымы деген нәрсе, тіпті қиямет күні пайғамбарымыз айтады ғой, іблістің өзі Аллах тағала сондай құлдарына рахымды болып бастағанда, рахим есіммен бағанағы, түсіндіңіз ба? Сол басталған кезде іблістің өзі үміт етіп қалады дейді, мен кешіріліп жәннатқа кіріп кететін шығармын деп дейді. Аллаху акбар. Иншалла осындай рахманның рахымын баршамызға нәсіп етсін дейміз. Осы тұста ғалымдардың Аллах тағала өзінің Құранда ең андай құлдарына деген махаббатын білдіретін аят қайсы дегенде, мынандай аят дейді, мына аят дейді. Ва нахну aqrabu ilayhi min hablil warid. Мен оған күре тамырынан да жақын. Ол неге күре тамыр? Неге жүрек емес, неге жан емес? Өйткені бұл күре тамыр өліммен, яғни Аллаға қайтумен осы өмірдегі бір жіп қана дейді. Ол үзілсе барлығы бітті. Бұл жүрекке байланған. Бұл тамыр арқылы сенің ойың, сенің сезімің, сенің бір қандай да бір уәжің Аллаға деген, сенің көз жасың енді бір нәрсемен тілейін деп жатқанында Аллах тағала ол енді пайда болмай жатып сол біліп қояды дейді. Қалайша сен өзіңді жалғыз сезінесің? Сені өзіңнен жақсы білетін, сені өзіңнен жақсы танитын Раббың бар емес пе? Қалай сен өзіңді жалғыз сезінесің? Бұл хаблил варид деген, яғни өзі Аллах тағала сенің жаныңнан да өзіңнен де жақынмын деген мағынаны білдіріп тұр ғой. Осы тұста сіз бағанағы рахман рахим деген Алла тағаланың есім сипаттарымен қоса Алла тағаланың әл-латиф деген сипаты бар ғой, сол туралы да айтып жіберсеңіз. Аллаху акбар. Әр есімі негізі сағаттарды алады ғой негізінде. Әл-латиф ол сондай жұмсақ, сосын ол жұмсақ деп біз бер жағымен ғана аудара саламыз ғой негізі. Ол бізге бір рахымдылығын жасаған кезде біз білмеген жақтан жасайды. Біз оны тіпті ол рахымдылықтың жасалғанын білмей де қаламыз. Ол сондай мағынаны қамтитын есімі. Ол құпияларды біліп, біздің жүрегімізде жатқан құпияларды біліп, сол құпиялардың негізінде өзім білмеген тұстан келіп ол рахымын жасайтын есімі Әл-Латиф. Алла солай байланыс жасайды құлдармен. Мысалға, бірнеше мысал беріп көрейік. Мәселен, мен көшеде кетіп бара жатырмын, төбеден бір нәрсе құлап келе жатыр. Бүгін енді қазіргі мынау әлеуметтік желі мен телефондар шыққаннан кейін, камералар шыққаннан кейін ғана бұндай құбылыстар көрініп, әлеуметтік желілерде жүр ғой негізі. Бір нәрсе құлап келе жатыр. Мен өтіп кеттім, оны байқамай да қалдым, естімей де қалдым. Бірақ сол мені құлап келе жатқан нәрсе негізі мен төбеме түсу керек еді. Бірақ мені сол жерден бірнеше сантиметрге ертерек алып өткен кім? Алла әл-латиф жақсылығын көрсетпей істеді. Одан кейін көлік көшеден өтіп бара жатқан кезде кейде айтып жатамыз ғой, ана жерде мен деген бір-ақ сантиметр кешіккенімде де 1 сантиметрге дейін өлшеген кім? Әл-латиф, дәлдік. Өйткені ол әл-қадир, түсіңіз? Сондықтан Алла бүкіл есімдері бірге жұмыс жасайды, оның күллі есімдері бір-бірімен байланысты. Түсіңіз бе? Бір есім жасап жатқанда екінші есім жұмыс жасамай тұрмайды деп айта алмаймыз. Ол түгел есім Алланікі ғой. Сондықтан түгел есімін қамтитын есімі Алла. Сол Алла жағының бәрін жасайды. Ойлаңыз. Біз бір жерде отырып, көңіліміз түсіп, бүкіл адамдар тастап кете берсін. Жалғызсырап отырған кезде менің психологиямды да қамтып, соны сынып кетпейтіндей қылып себептерді жан-жағыма жаратып берсе, ол латиф. Түсіңіз бе? Мысалға, мынандай бір сәттер болуы мүмкін ғой. Мен жалғызсырап отырмын, адам жалғызсыраған кезде, бұл ең соңында Алласын танымаса, не үшін жалғызсырап жатқанын түсінбесе, күнәға кетіп қалуы мүмкін. Сол кезде біреудің оқып жатқан Құранын естіртуі мүмкін ғой. Азан естіртуі мүмкін ғой. Не болмаса, тіпті сіз солай жалғызсырап отқанда көшеден кетіп бара жатқан адамның сөйлесіп бара жатқан телефонмен ба, біреумен ба, сол сөзін естіртуі мүмкін ғой.
кездейсоқ нәрсе жоқ. Соның сөзімен де ал-латиф әсер етіп жалғыздықтан алып шыға салады. Дүниеде кездейсоқ нәрсе жоқ. Аллахтың ал-латиф есімі. Білдірмей, біз білмеген жақтан, құпия жақтан бізге жақсылығын таусылмайды. Сондықтан Аллах тағаланың тағы бір есімі осыны қоса аша түсетін әл-карим. Мысалға, жасамаған жақсылығы қалмаған Алла. Яғни аса жомарт деп қана аударсақ бермейді да оны. Жасамаған жақсылығы қалмаған Алла. Яғни шаң тозаңындай бір жақсылық болса, оны берген адамға, оны берген Алла. Сондықтан алғашқы 5 аяттың 3-шінде не тұр? Иқра ва раббукал акрам. Акрам әл-кариммен байланысып жатқан етістік. Мен сондықтан иншалла Аллах тағаланың бізбен сізді осы жерде, осы тақырыпты қозғатуында ал-латифтың, мүмкін осы біздің подкастымыз сіздердің жасаған себеп болып, біреу ыдыс жуып жатқан кезде бір әйел кісі жалғызсырап тұруы мүмкін, телефоннан шыға қалуы мүмкін. Жалғызсырап жатып, телефон шұқылап жатқан кезде сіздердің ертең осының бөліп үзінділерін Инстаграмға салсаңыз да, басқаға салсаңыз да, парақшалардан алдынан шығып қалса да, ол латиф осымен жұмыс істейді. Бізді осындай керемет жақсылықтарының себепшілері қылсын деп дұға қыламыз. Осы жерде жаңа айтып отырық қой, мейірімі Аллах тағаланың ерекше деп ше. Бірақ пайғамбарымыздың үмметіне, яғни бізге деген мейірімі ерекше. Соларды айта кетсеңіздер. Негізінде бізді енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үмметі етілуіміздің өзі, солай жаралуымыздың өзі. Негіз бұл рахымдылық. Өйткені бір риуаятта келеді, Иса алейхиссалам пайғамбардың үмметінен болғысы келгені. Тағы бір мәтінде келеді, Муса алейхиссалам пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның үмметінен болғысы келгені. Әрине, бірақ Мусаның оқиғасы бұл оқиғасын әлсіз деп ғалымдар айтады, дегенмен әлсіз болса да бір иштихад емес ол. Мысалға, бізге жеткілікті ма деймін да осы үлкен кеңшіліктің өзі. Өйткені себебі бүкіл пайғамбарлардың пайғамбарлықтары бұл дүниемен таусылған. Ал біздің пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалату вассаламның пайғамбарлығы қияметте қайта жалғасады. Өйткені ол кісі сәждеге құламайынша есеп басталмайды. Ол кісі шафағат етіп басталмайынша үмметке шафағат етілмейді. Енді пайғамбарымыздың өзіне, бүкіл пайғамбарларға Аллах тағала бір дұға берсе, ол дұғаларын бұл дүниеде жасап қойған. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, маған берілген бұл дұғаны мен қияметке сақтап қойдым дейді. Неге? Үмметіме шафағат ету үшін дейді. Аллах тағала маған соны берді дейді, ол шафағатты. Сахабалар сұрайды, я Аллахтың елшісі, сіздің шафағатыңыз кімдерге болады екен деген кезде, менің үмметімдегі үлкен күнәларды жасаған және тәубе жасамай өліп қалғандарға болады. Өйткені қияметте жағдай өте қиын ғой. Қияметте жағдай өте қиын болғаннан кейін соның шафағатына мұқтаж болады. Үлкен күнәнің иелері, Алла сақтасын одан. Сонда кіші күнәлердің иелері ше деген. Кішкентай күнәларды Алла кешіріп тастайды ғой деген. Не нәрсемен? Қалай дегенде, біз қолымызды бұл дүниеде бір нәрсе ұрып алсақ, сонымен күнә кешіріледі. Біз мешіттерге қарай жаяу жүріп бара жатсақ, сонымен күнә кешіріледі. Ойлаңыз. Біздің жақсылыққа қарай жасалған қадамдарымыз, ауруды, науқас кісіні зиярат етуіміз, күллісімен күнәлар кешіріліп жатыр, намаздарымызбенен. Ойлаңыз. Сондықтан менің үмметім Алланың рахымына бөленген уммату мархума деп айтқан. Рахымға бөленген үммет. Біздің қазақта тура осы хадистегі сөзді алып, дүниеден өткен кісіге не айтады? Мархум дейді. Мархум араб тілінде мархум, яғни рахымға бөленген адам. Бұл үммет рахымға бөленген. Бұл үммет рахымға сондай бөленген үммет, ол жердің бетінде күнәсіз жүргенге дейін Аллах тағала жаңағындай сынақтарды жіберу арқылы тазарта береді. Күнәсіз жүргенге дейін деген сөз, күнә жасамай тыныш жүрсейші деп тұр бізге де. Тыныш жүрсең, Алланың көресің қандай рахымдылықтары, қандай тәжәлли дейді ғой, сондай ғайыптан небір жақсылықтар ашылғанын көресің. Раббыңда жүрегің сезетін болады деген үлкен нығметтер беріледі. Ал енді қияметтегі бұл үмметке жасалатын үлкен Алланың рахымы тіпті тозақтың өзінде пайғамбар алейхиссалату вассаламның үмметіне Алла ерекше рахымдылық береді. Тіпті тозақтың ішінде пайғамбар үмметіне. Оны енді ізденушілер хадистерден іздеп өздері тауып алса дейміз. Алланың рахымы бұл пайғамбар үмметіне деген өте ерекше. Қиямет күні есеп, біз бұл дүниеде соңғымыз дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, үмметтердің соңғысымыз. Бірақ қияметте ең алғашқы боламыз есепте. Және де жәннатқа ең бірінші бастап кіретін де біз. Жәннаттықтардың басым көпшілігі де жаңағы Аллах тағаладан уәдесі кеткен Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның үмметі болады деген уәде берілген. Сондықтан бұл пайғамбарға үммет бола алудың өзі негізі
үлкен жауапкершілік, үлкен мейірім және үлкен жауапкершілік. Мысалға тек қана рахымдылықты ғана қозғай беретін болсақ босап кетеміз. Аллах тағала Құранда өзі ескертеді ғой, расында менің рахымым түгелдей нәрсені қамтиды, күл нәрселерді қамтиды, бірақ та менің азабым деген нәрсені де есімізге түсіріп қояды, менің азабым өте қатты деп. Сондықтан кім болсақ та, кімнің баласы болсақ та, қандай ғалым болсақ та, біз пайғамбардан ешқашан артық емеспіз. Ал пайғамбарымыз айтады, біз ешқашан өз амалымызбен жәннатқа кіре алмаймыз, Алланың рахымы болмаса. Тіпті сізде ме Аллахтың елшісі дегенде, мені де Аллах тағала өзінің рахымының ішіне матырып қоймаса, мен де Алланың жәннатына керемет кіре алмаймын деген. Сондықтан пайғамбарымыздың үмметіне деген рахымды сағаттап тағы да айтуға болады. Бірақ жаңағыдай уақыттардың себептерімен қысқартып жатқаным ғой, сіздерді көп алып қоймайын деп. Осы тұста Аллах тағаланың мейірімін айтып жатырық қой, мейірім. Аллах тағала құлына әртүрлі мейірім берді, рахметіне бөледі. Ең үлкен мейірім ол Аллах тағала саған иман беру. Саған жүрегіңде иман бар ма? Бол сен Аллах тағаланың мейіріміндесің. Бол сен Аллах тағаланың өзінің қамқорындасың. Өйткені пайғамбарымыздың хадисі бар ғой, Аллах тағала дүниені, мал-мүлікті қалаған құлына бере береді. Әрбір кедей адам бай болып кете салады. Ол кәпір болсын, мұсылман болсын, дүниеге Аллах тағаланың тарапында дүние ол түкке тұрмайды. Ал иманды өзінің жақсы көрген құлдарына береді. Яғни сіздің жүрегіңізде иман бар ма? Болды, сіз ұға беріңіз пайғамбарымыздың хадисынан. Не нәрсе бар сізде? Аллах тағаланың сізге деген махаббаты бар жүрегіңізде. Осы нәрсені жоғалтпай, осы нәрсемен бекем болу керек қой. Машалла. Тамамдап жіберсек онда. Сөздің соңын бағанағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисімен тамамдасақ, жер бетіндегілерге мейірімдік танытыңдар, сонда көктегілердің барлығы сендерге мейірімдік танытады. Жаңа жомарт сөзіміз айтып отыр, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға берілетін шафаал узма деп айтамыз ғой, үлкен шапағат, үлкен мәртебе. Ол басқа пайғамбарларға берілмеген дәреже, мәртебе. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға беріледі қияметтің күнінде. Және сол шапағатпен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның үмметіндегі үлкен күнә иелері тозақтан шығарылады. Не себепті? Өйткені пайғамбардың үмметі болғандығы себепті. Ол жақсылықтар жасамау мүмкін, күнәліске толығымен белшесінен батқан болуы мүмкін, бірақ пайғамбардың үмметі болғандығы себепті ғана ол тозақтан шығарылады пайғамбардың шапағатымен саллаллаху алейхи уассалам. Және сөздің соңында жаңағы қияметте сізге мейірімдік таныту үшін сізде бұл дүниеде өте шексіз мейірімді болу керексіз. Себебі шариғаттың қағидасы бар, әл-жазау мин джинсил амал деп айтады ғой. Сізге берілетін сый немесе жаза ол сол сіздің жасаған ісіңізге сай болады. Егер де сіз мейірімді болып жаныңыздағы адамдарға, жаратылысқа, тіпті пайғамбар саллаллаху айтады ғой, тіпті мынау құрбандық шалатын кезде құрбандықтың өзіне жақсылықпен қараңдар дейді. Былайша айтқанда оның өзіне бір мейірімділікпен жасау керексіз. Тура сол сияқты жаныңыздағы адамдардың, жаратылыстың барлығына мейірімдік танысаңыз, қияметте Алланың құзырына барған кезде сізге де Алла тағаланың былайша айтқан кезде көз қарасы дұрыс болады, немесе мейірім көзімен қарайды. Мынандай бір аят бар да, фахум ла юнзарун деп келеді. Аллаға иман келтірмегендерге байланысты келеді. Сол кезде анау қазақша мағынасын ашып қараған кезде былай тұрды да, назира деген күту ғой. Фахум ла юнзарун, оларға мұрсат берілмейді деп аударылғанда. Сосын мен былай ойладым да, ла юнзарун тікелей аударсақ, оларға қаралмайды деп тұр. Сөйтіп бірнеше тәпсірлерді ашып қарағанда ондай да көзқарас бар екен. Мейірім көзімен қаралмайды деп. Сөйтіп өзім ойладым да, мысалы кішкентай бала жылап жатқан кезінде оған мән бермесең, оған ол қатты азап болады. Ал оған кішкене аяушылықпен, мейіріммен қарап қалғанның өзі оған бір жұбаныш болады да. Ол өзін жақсы сезінеді деген сияқты. Тура сол сияқты Алланың мейіріміне бөлену үшін, сондай көзқарасқа ие болу үшін сізде бұл дүниеде жаныңыздағы адамдарға мәміле жасаған кезде де мейірімді болуға шақырады исламда. Бірақ жомарт сөз ең соңында жақсы баланс қойды. Өйткені діни кітаптарды, хадистерді, аяттарды оқысаңыз, тек рахым аяттарын оқысаңыз, сіз уже жәннаттың төрінде тұрған сияқты сезім болады. Жәннаттың төріне ешкім кірмесе де сіз кіретін сияқты сезім болады. Ал тозақ аяттарын оқитын болсаңыз, немесе Алланың азабы туралы оқитын болсаңыз, онда сіз тозақтан шықпай қалатын сияқты сезім болады. Сондықтан да сіз өте әдемі балансты
айтып кеттіңіз, Алланың азабы қатты екендігін де естен шығармау керек, былайша айтқан кезде балансы сақтау керек деп. Иә, бізді көріп отырған әрбір аға інімізге, бауырларымызға, әпке қарындастарымызға, ата әжелерімізге, ата аналарымызға бізді көріп отқан мына нәрсені айтқым келеді. Жалпы әрбір қазаққа, әрбір мұсылманға, әрбір адам баласына, егер бізді Аллах тағала рахыммен көрсетіп қалса осы нәрсені, онда білейік, біздің жалғастырып отырған кезімізде бізді күллі әлем тастаса да, білейік, күллі әлемнің иесі болған, қожайыны болған Алла ешқашан тастамайды. Өйткені ол бізді жаратып бастады ма, ол Алла бастаған істі ол ешқашан ортасынан тастаған емес. Ол оған кемелдігіне жараспайды. Сондықтан бізді жаратып бастады ма, махаббатпен жаратып бастады ма, рахымымен жаратып бастады ма, онда рахымына кіргізбей қоймайды, егер тек біз оған қарай қадам жасасақ болды. Сондықтан қандай қиындығыңыз болса да Аллаға шағымданыңыз, ол сізді тастамайды. Алатаудай, Алматының алатауындай қарызыңыз болса да Алла сіз тастамайды, қарыздан алып шығады. Егер де науқас болсаңыз, Аюбты де тастамаған Алла сізді де алып шығады. Егер тіпті жалғызсырау тұрғысынан Юнусқа жететін жалғызсырау жоқ шығар, киттің үш қараңғылықтың ішінде жатқан Юнусты сол жалғызсыраудан алып шыққан Алла сізді де жалғызсыраудан алып шығады. Тек қана осы Алламен жүректі байласақ, кәлима-и шахадатты айтқанымыздай Алладан басқа құдай жоқ дедік па, онда осы тек Раббымызбен ғана байлансақ, жаңа Құранда өзі айтқандай, әллазина жаңағы қолу раббуна Аллаху сумма истақому дейді ғой. Әлгі жаңағы Раббым Алла дегеннен кейін, қожайыным Алла дегеннен кейін, сосын былай қисалақтамай осы түзу жолда болса дейді. Міне иншалла Алла соны нәсіп етсін дейміз. Алла разы болсын. Сөз соңын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дұғасымен аяқтасақ, сондай бір үрдіс. Ол мәжілістің кафараты деп айтады, өтемі. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай, қандай да бір мәжілісте лағу, артық сөз айтылған болса, ол осы дұғамен сол күнәлардың, кемшіліктердің барлығы орнатылады, немесе Алла тағала оны кешіреді дейді. Ол субханака аллахумма ва бихамдик ашхаду ан ла илаха илля ант астағфирука ва атубу илейк.